Өзбекәлі және Нұрсұлтан. Өзбекәлі Жәнібек тағдыр тағылымы естелігінде экс-президент Назарбаевпен қалай танысқаны жайлы мынадай мәлімет береді. Ол Украинаның Днепропетровск қаласында кәсіптік техникалық училищеде оқыған. Сосын Қарағанды металлургия комбинатында шойын қорытушы болып жұмыс істеп жүрген. Комбинатта істеп жүріп заводтың жанындағы вузға оқуға түскен. Сөйтіп жүріп орталық комитетке мүшелікке кандидат болып сайланып алды. Комсомолдың бір жиынына шақырылғанда бірінші хатшы ретінде жас делегаттарды теміржол вокзалынан күтіп алдым. Нұрсұлтан қалай десем, Алматыда съезде мені көрген ұмытып қалыпты. Сіз кім боласыз деген қарсы сұрақ естідім. Қасындағы жолдасы жеңінен тартып құлағына сыбырлап бірдеме айтып жатты. Назарбаевпен осылай танысқан едім. Бұл 1962 жылдың сәуір айы. Содан 1970 жылдың аяғына дейін оның партия қайраткері болып қалыптасуы менің көз алдымда өтті. Ол кездегі тәртіп бойынша басшылар орнына қалдырып кететін резервтер дайын жүруі тиіс. Резервтің біреуі міндетті түрде жұмысшылардан алынатын. Сондай резервтің бірінде Назарбаевтың да кандидатурасы болды. Тезірек ысыла түссін деген ниетпен қасымнан қалдырмай әртүрлі одақтық, республикалық жиындарға қатыстырып, үлкен мінберден сөйлетіп, үнемі өзімен бірге алып жүрдім. Бір жолы Ленин мавзолейінің мінберінде бірге тұрдық. Ол оқиға былай болып еді. Бүкіл одақтық пионерлер шеруі өткелі жатты. КПСС орталық комитеті саяси бюросының мүшелері тұратын мавзолейдің мінберіне орталық комитеттің бюро мүшелері де шақырылған. Кремльден шығып келе жатсақ, Николск қақпасының аузында Нұрсұлтан мен механизатор Виктор Дубинин екеуі кездесе кетті. Нұрсұлтан мені көріп, аға, бізді қызыл алаңға жібермей тұр деді. Мен оған өзімнің пропускымды ұстаттым. Тек мавзолейдің мінберіне көтеріліп жүрме, ұят болады деп ескерттім. Қызығы содан кейін басталыпты. Бұл барып қызыл алаңның қонақтар тұратын мінберіне жақындаса, кезекші офицер пропускасын тексеріпті де, жігітім, саған мұнда тұруға болмайды, аңда бар деп мавзолейді нұсқапты. Ол сол жаққа таман барып тұрса, әлгі офицер келіп, жігітім, өзің қандай дарақы едің, адамға өмірінде бір рет Ленин мавзолейінің мінберінде тұруға тағдыр қоса ма? Жоқ па, белгісіз, ал сен болсаң ол жаққа көтерілгің келмейді. Мұның қалай депті. Содан соң Нұрсұлтан мавзолейдің төменгі сатысына көтеріледі. Сол кезде орталық комитетінің хатшысы Торсуев Нұрсұлтанды екеуі де бір-бірімен таныс мінберге шақырып алып кетеді. Мен сыр білдірмей қасына барып едім, ол шоуын шықсам да мұнда кімдер тұрмады дейсің, Сталин де тұрды ғой деп толықсып тұрғаным деді сыбырлап. Мен оған енді қымсына бермей түзу тұр дедім де орныма кеттім. Ертеңіне таңғы сағат 8 болмай жатып Нұрсұлтан келді. Қолында Пионерская правданың кезекті саны бар. Қуанышында шек жоқ. Фотоға түсіп қалғанын көрсетіп, кешегі көрген білгенін айтып, ақтарылып жатты. Комбинатта жүргенде Назарбаев та Теміртау қалалық партия комитетіне нұсқаушылыққа ұсынып, артынша бекітеді. Бюро мәжілісінен шыға сала маған телефон соғып осы жаңалығын айтты. Мен ренжіп, сонда сен нұсқаушылыққа дайындап жүрмедік, Гарновой болуда мақтаныш еді ғой дедім. Ол кері барып нұсқаушылықтан бас тартамын депті. Қалалық комитеттің хатшысы Катков бюро мәжілісін шақырып, қызметтен бас тартқан үшін Нұрсұлтанға қатаң сөгіс жариялап, есеп карточкасына енгізеді. Нұрсұлтан маған қайтадан телефон соғып болған жайды баяндады. Мен дереу бірінші хатшы Акулинцевке хабарластым. Ол орнында болмаған соң екінші хатшысы Сұлтан Досмағамбетовке телефон шалдым. Егер жас коммунист көңілі соқпай ұсынған қызметтен бас тартса, оны дереу партиядан қуып немесе қатаң сөгіс жариялап есеп карточкасына енгізіп қою керек пе? Катковтың мұнысы сорақылық дегенімде ол шұғыл шара қолданатынын айтты. Осылайша бұл мәселе шешілген еді. Кейін Назарбаев оң бағытпен де, сол бағытпен де емес кітабында Мәскеуге Павловқа телефон соғып едім дегенді айтады. Шамасы жұмыс басты болып ұмытып қалған шығар. Шынында олай емес еді. Оны сол кездегі обком басшылары да жоққа шығара қоймас. Бәлкім елбасы өзінің қазіргі тұғырының биігінен осындай ұсақ түйекте біз сияқтыларға қарыздар болып көрінуге қымсынғандықтан Павловқа сілтеп отырған шығар. Сұлтан Досмағамбетов істің адамы еді. Сол күні-ақ 4 сағат өтпей жатып обкомның секретариатын шақырып, Теміртау қалалық партия комитетінің Назарбаевтың есеп карточкасына жазылған қатаң сөгісті бұзып, Катковтың өзіне қатаң ескерту беріпті. Мұны да маған обкомнан бұрын телефон соғып Нұрсұлтанның өзі хабарлаған еді. Оның аға, мұнан былай газовщик болып істейтін болдым дегенін естіген едім. Араға біраз уақыт салып Назарбаевты Теміртау қалалық комсомол комитетінің хатшылығына ұсындым. Акулинцев оны көндіре алмағанын хабарлады. Нұрсұлтанның өзін шақырып сөйлестім. Ол ұсыныстың сізден шыққанын білмедім. Оның үстіне өткен жолы ондай қызметке баруға болмайтындай ыңғай көрсеткен едіңіз ғой деді. Мен ол кезде бойдақ едің, институтты да бітірмеген едің, стажыңда, жалпы дайындығың да төмендеу болатын дедім.
Ол сосын барып мені түсінгендей болды. Сөйтіп қалалық комсомол комитетіне сайланды. Көп ұзамай-ақ Теміртау қалалық партия комитетінің екінші хатшылығына жоғарылады. Қарағанды металлургия комбинаты парткомына хатшы болып сайланды. Дәл осы сәтте менің өзім де Торғай облысына партия қызметіне ауыстым. Арқалыққа кетіп бара жатып Нұрсұлтан мен Жолшыбай Қарағанды әуежайында біраз әңгімелестік. Саған үлкен үміт артып отыр. Қазақстан магниткасының парткомына анау-мынау адам хатшы боп сайлана бермейді. Мәскеудегі, Алматыдағы басшылардың қай-қайсының болса да есігін теуіп ашып кіре бересің деп күлдім. Ол да тағдырына риза екенін аңғартқандай болды. Өзбекәлі Алматыға оралғасында Нұрсұлтан екеуінің арасы жақсы болған. Оны Өзбекәлінің ұлы Ниетжанның мына естелігінен аңғарамыз. 1975 жылы үйлендім. Ол кезде әкем халықаралық байланыстар бөлімінің меңгерушісі болатын. Сол жылдары Алматыда қазақы нақышта той тойлау атымен құрған еді. Әкем арнайы домбырашы алдырып, келініне беташар жасап, барлық игі жақсыға елдіріп сәлем салдырды. Үйлену тойым ресторанда дүркіреп өткен жоқ. Бәрін қосқанда 90 шаршы метр болатын 4 бөлмелі пәтерде ұйымдастырдық. Ағайын туыс тойға деп ауылдан бір қап күріш, бүтін бір қойдың етін арқалап келгені есімде. Той алдында әкем тұла бойымызды өлшеп алды да тігіншіге барып, ұлы мен келініне қазақша ою-өрнегін жарқыратып, ұлттық киімдер тіктіріп әкелді. Тойда келіншегім сәукеле киіп отырды. Әлі есімде. Тойдың бірінші бөлімінде Мұхтар Шаханов тамада болды. Бірақ ол баяу сөйлейтін болғасын тойды қыздырып әкете алмады. Жақсы ақын болғанымен мықты асаба емес екен. Екінші бөлімді тамадалық тізгінді Нұрсұлтан Назарбаев алды. Ол нағыз асаба екен. Елдің бәрін күлдіріп, отырысты қайнатып жіберді. Жануардың жүріс-тұрысын салып, анекдот айтып, қонақтарды күлкіге қарық қылды. Ойын ойнатып ешкімнің ішін пыстырмады. Әсіресе әйелдер жағы тамадаға риза болғаны сонша, шіркін, қандай жігіт, міне нағыз азамат деп оның өнеріне тамсана қол соғып, аузының суы құрып әңгімеледі. Нұрсұлтан барлық қонаққа ерекше әсер қалдырды. Өзбекәлі тағдыр тағылымы кітабында мынандай дерек береді. 1989 жылы маусым айында Колбин қызметінен кетіп, оның орнына жоғары кеңестік төрағасы болып отырған Назарбаев жайғасты. Қуанышымда шек жоқ. Бірге жүрген, бірге өскен жан досыңа осындай сенім білдіріп жатса, қалай қуанбайсың? Бірақ менің мінезімді әркім әрқайда түсінетінін білем. Менде іштегі қуанышты сыртқа елірте салатын қасиет жоқ. Өзбекәлінің осы тұйық мінезі көбіне кері әсер еткен. Іштей қуанып тұрса да асып тасқан эмоциясын лақ еткізіп тысқа шығара салмайтын. Бірақ ар-ұяты мықты типтің бәріне осындай мінез тән. Себебі тым жария көрінген эмоция көлденең көзге жағымпаздық сияқты көрінеді. Осындай қолайсыз атмосфера туғызбас үшін олар қолдауын сөзбен емес, іспен көрсетуге тырысады. Автор бүй деп еске алады. Мәскеуден келген инспектор Назарбаевты бірінші хатшы етіп тағайындамас бұрын Алматыдағы орталық комитеттің барлық бюро мүшесімен жеке дара кабинетте сөйлесіп, пікірлерін тыңдап шықты. Бюро мүшелері түгелде Меңдібаевқа теріс баға берді. Менімен де жеке отырып 1,5 сағат сөйлескен инспектор бірінші хатшылыққа кімді ұсынасыз деп сұрады. Мен Назарбаевты ұсындым. Оны 1962 жылдан бері білемін. Көз алдымда үкімет басшысына дейін өсті. Экономиканы да жақсы біледі, тәжірибесі жеткілікті. Қай жағынан алсақ та дайындығы мол. Оған пара-пар келетін басқа адамды көріп тұрғаным жоқ. Кейіннен бюро мүшелерін Колбиннің кабинетіне шақырып, мәселені алдын ала талқылағанда шамасы Мәскеуден келген өкілімен 1,5 сағат сөйлескен соң барлық ой-пікірімді айтып жеткізгендей болып тыныш отыра беріппін. Өзгелер болса жарыса сөйлеп, оны көкке көтере мақтап-мадақтап жатты. Мен сөз сұрайын дегенде кешігіп қалғанымды сездім. Қалай қарасаң да пендешілік қой. Нұрекең мені әдейі үндемей қалды деп ойлаған ықтимал. Солай бола тұра мәселеге қайта оралып, жағымпаздана қалуда ыңғайсыз деп таптым. Ол да сыр білдірген жоқ. Осы сәтте Өзекеңе сақтық керек-ақ еді. Қуыс кеуде типтер кекшіл келеді. Олар мұндай үнсіздікті кешіре алмайды. Міндеті түрде ішінен бағыммен таласпақшы. Мені көре алмай отыр. Жолымды кескісі келеді деп есептейді. Қолында билігі бар қуыс кеуде пенденің қырына іліктің бе, аман құтылам деп ойлама. Өзбекәлі естелігін бүй деп жалғайды. Колбиннің кейде ағынан жарылса, ойына келгенін ақтара салатын әдеті бар еді. Bir жолы Назарбаев үшеуміз бірге отырғанда, сіздер ең потенциалды екі қазақ, мені қолдамайсыздар деді. Мұндайда не айта қоярсың, үндемедік. Бірақ осы бір қас қағымда бәлкім маған солай болып көрінген шығар, Нұрсұлтанның жүзінде бұған дейін өзіме беймәлім сезім ұялағандай болды. Осы естелікке қарап мына нәрсені ұғамыз. Ағынан жарылғанына қарағанда Колбинде саяси интриганы жаман ойнамайтыны көрініп тұр. Ең потенциалды екі қазақ деген екі ауыз сөзімен екі лидерді екіге жарып жіберді. Әрине жүрегі таза, ниеті түзу, иманы мығым типтерге интрига әсер етпеуі мүмкін. Бірақ ниеті қисайып, биліктің буымен санасы улана бастаған пендеге мұндай жеңіл соққы оп-оңай өлтіп кетеді. Өзінің ең потенциалды екі қазақтың бірі екеніне көзі жете түскен пенде әлбетте жалғыз бәсекелесін құртуға кіріседі. Ал ақ жүрек адамға арам ниет болмайды. Ақ жүрек адамда арам ниет болмайды. О пәни дүние-ай, мен бірінші басшылармен тепе-тең ұстауға тырмысып жүрген жан емеспін. Орталық
билікке қатшылыққа сайлана қоямын деген ойда үш ұйықтасам түсіме кірмеген. Мен үшін мәдениет министрлігінің лауазымы да жетіп артылады. Оған бұлар көне қойды ма? Билікке тұрмысу тегі әлсіздерге тән қасиет болса керек. Өзім таңдап алған өмірлік қағидам, мақсат, мүддем бар еді. Солардың ұштығынан шықсам да маған аздық қылмайды. Аса потенциалды екі қазақтың қатарына қосып, мына кісі арамызға залымдықпен от салып отырған жоқ па деген ойда қалдым, дейді Өзбекәлі. Әлбетте, Колбинде сау сиырдың жапасы емес, саяси ортаның мүшелерін қасақана шағыстырып қоюдың шебері болуда кәдік. Бірақ бәленің бәрін оған жауып құтыла алмаймыз. Неге? Себебі мәселенің ұшы билік тізгінін ұстаған ер азаматтың жүрегіне жабысатын шерде. Оны қазақша ер азаматтың ішіне ат басында шер қатады дейді. Елдің ертеңі не болады? Ұлттық мәдениет пен тәуелсіздікті ұстап тұра аламыз ба? Орта жолда рухани азғындыққа ұшырап, кейінгі ұрпақ көрінгеннің есігінде жалшы болып қаңғып кетпей ме деген уайым мен қайғы нағыз ердің көкірегіне шер болып қатуы тиіс. Осы шер ер мен ерді таныстырып, азамат пен азаматты ортақ істе табыстырады. Ішіне шер қатпаған билік құмар типтерді қуыскеуде деп атайды. Қуыскеуде басшы әманда өз жұртының сорына бітеді. Өзбекәлі естелікті бүйдеп жалғайды. Шымкентте болған бір кездесуде Колбин мені мақтап сөз сөйлепті. Ұзақ қол шапалақтау үстінде қызметіме ризашылығын білдіріп, сіздердің жерлестеріңіз орталық комитетке қатысшы болып сайланғалы аса келелі проблемалардың дәйекті шешімін табуға бетбұрыс жасадық депті. Мұны естігенде Нұрекеңе апыр-ау, бірінші хатшыға осындай көпірме пікір айтудың қажеті бар ма? Оны әркім сан-саққа жүгіртіп жүрсеші дегенімде, ол онда тұрған не бар деп күмілжіді де қоя салды. Осыдан-ақ болашақ президенттің оның сондай болатынына менің күмәнім жоқ еді. Өзіме деген көзқарасының өзгере бастағанын сездім. Бұл жерде де Колбиннің сөзді аппақ болғанымен ниеті қара. Бар ойы екі қазақты шағыстыру болды делік. Ендеше неліктен екі потенциалды қазақтың біреуі оның ықпалына түсіп, ағасына көзқарасы сойи бастады. Естелікті әрі қарай оқысаңыз, экс-президенттің пиғылына түскен салқындықты анық байқайсыз. Менде бақталастық пиғыл болмағанымен бәсекелес адам болып көріндім бе? Қайдам. Әйтеуір арамыздан шынайылық кеткенін, бұрынғыдай ақылдасып бірлесе қимылдаудан қалғанымызды аңғаруға болатын еді. Болашақ елбасының бәрін білемін деп өз ой түйсігіне сенгенімен, адамдардың өзара қарым-қатынасының бір сөзбен айтып жеткізуге болмайтын осал жақтарын ұғынуға іс тәжірибесі жете бермейтін. Әйтпесе мен өзімді елдің жағасы, ұлттың ағасы ретінде кейбіреулер осылай деп дәріптеген екен, көрсете қояйын деп жүргенім жоқ. Мұны түсіне қоймайтыны лепірме жастықтың әсері шығар дейін десем, ол азаматты алпысқа қарай кетіп барады. Бірінші хатшымыздың Назарбаев қаламаған кісісін қабылдамайтынын, қабылдаса да көп күттіріп діңкесін қортып қалжырататынын бұрыннан білетінмін. Бірде алдын ала келісіп барғанның өзінде сынықты сылтау етіп, мені де қабылдау бөлмесінде ұзақ отырғызып қойғаны бар еді. Кабинетіне кіріп барғанымда басқасын былай қойғанда жасым үлкен ғой, кешірім сұраудың орнына кейде өзеке осылай бола береді дегенді айтты. Келесі бір жолы тағы да сондай қылық көрсеткен соң, көмекшісіне керек болсам айтарсың деп кетіп қалдым. Бірақ мені іздеткен жоқ. Құрметті оқырман, өзіңіз де байқаған шығарсыз. Саяси екі қайраткер сол күйі тізе қосып қимылдай алмаған. Тізе қосу үшін екі тұлғаны қосатын ұлттық мүдде, елдік сана деген ұғым көкіректен нық бекіп тұруы керек. Сол кезде ғана мемлекет мызғымас тұғырға орнығады. Біздің сорымызға қарай сол жылы биліктің тізгіні қуыскеуде пенденің қолына өтіп кетті. Ал жүрегінде шері бар нағыз қаһарман көкірегі өкініштен өртенген күйі бір шетте ығысып қала берген. Өзбекәлі және Қайсар рух. Қазір көкіректен ғайып болған ұғымның бірі Қайсар рух. Оның орнын жігерсіздік, жылауықтық, қайратсыздық, табансыздық, жауапкершілік арқаламайтын ездік, еркіндікке ұмтылмайтын бейшаралық, саналы түрде сілкінбейтін еріншектік басты. Қайсар рухты мүсіркеу тілейтін, жыламсықтықты семірте түсетін оңбаған бір термин ауыстырды. Ол балалық травма. Қазіргі заманда құндылыққа қанбай өсіп, жастай ойын-сауыққа ілініп, өмірдің мұратынан көз жазып, ақырында экзистенциялық фрустрацияға, іште іру ыдырауға ұрынып, болмыс ретінде бөлшектене бастаған типтер көбейді. Ондай кісіге оқығаны да оқымағанында бейсанаңда психологиялық жарақат бар. Шешең сені сәби кезінде сабаған ғой, үлкендер ауыр жұмысқа жегіп сенімен санаспаған, содан басылып қалғансың деген сыңайдағы қыңыр диагнозды жаппай қоя береді. Мұндай қате көзқарас неліктен тез тарады? Жауабы қарапайым. Күрескерлікті жек көретін жалқауларға мұндай диагноз майдай жағады. Олар осы диагноздың саясында өзінің ит мінезін ақтап алады. Әсілі, адам жай ғана биологиялық жаратылыс емес, оның бойында ғайыптан енген рух атты қуаттың ұшқыны бар. Діни мәтінде мұны бүй деп айшықтайды.
Адам балшықтан жаратқан соң, ұлы Алла өзінің болмысынан оған рух сәулесін үрледі. Соның күшімен адам періштеден үстем түсіп, ібілістен басқасы адамның алдында иіліп тәжім етті. Ғибратты ғұмыры үшін талас басталғанда рух сәулесі пендені ығына жібермей, трансцендентті әлемге өршелене ұмтылуға үндейді. Өмір үшін күрес сол кезде қызады. Осылай күреспесе, адам жануарға ұқсап қалады. Бірақ мұндай күрестен делебесі қосатын адам саны қазір кеміді. Қиындықпен айқаса кетудің орнына кім менің басымнан сипап мүсіркейді деп жылаңқы көзімен айналасына жәутеңдеп қарайтын еркектер қаптады. Пана болатын еркегіміз мұндай жылаңқы болса жетіскен екенбіз деп әйелдер жағы одан сайын түңілді. 19 ғасыр аяғы мен 20 ғасыр басында Еуропада позитивизмнің күшімен діни институттар күйрегенде рухтың қайсарлығы жайлы түсінік қоса қирады. Сосын біздегідей батыста да қиындықпен күресуге ыждағатсыз еркектер қаптап кетті. Қайсар рух ұғымы жоғалған кезде Зигмунд Фройдтың балалық травма жайлы тың теориясы күмәнсіз ақиқат болып шыға келді. Қиын заманда өмір сүрген кез келген адамның бейсанасында психологиялық жарақаттың болуы қалыпты құбылыс. Бала жастағы қорлықтан адам еңсесі басылып қалатыны да рас. Кәнігі мамандардың да өмір лентасын артқа айналдырып отырып бейсанадағы қандай да бір жарақатты жұлып алатыны ғылыммен дәлелденген шындық. Бірақ бұл амал барлық адамға жүрмейді. Қоғам алдында жауапкершілік арқалаудан өлерде қорқатын қоян жүрек типтер бейсанамда балалық травма бар деп өзіне тиімді диагнозды қойып алады. Ондай кісіге сенің мынауың не? Кері кеткен жағдайды бетімен жібергенше күреспейсің бе деп айтсаң, басың бәлеге қалады. Сол заматта өмірден көрген қорлығын айтып боздап қоя береді. Осындай жылауық мінезден мезі болған логотерапия ілімі қайсар рух ұғымын ғылыми айналымға қайта келді. Өмірде бәрі болады. Тіршілікке түскен соң бірде ауырамыз, банкрот боламыз, апатқа ұшыраймыз, арбаға таңыламыз, кейде ажырасуға тура келеді. Енді біреу тумай жатып жетім қалады. Яғни адам қасіретпен ұшыраспай тұрмайды. Сол кезде бізге не керек? Оларды қорықпай қиратып бұзып жарып өтетін қайсар рух керек деген девизді көтерді. Бала жастағы ауыр травма адамды өсірмей тағдырын бірден анықтап дереу жаншып тастайтыны рас болса, ол соққыдан Өзбекәлі Жәнібектің өмірі жанбай жатып сөнер еді. Тағдыр тағылымы мен басқа да естеліктерді қарасаңыз, оның балалық шағы ауыр өткен. Айтуынша шешесі 1936 жылы ерте дүние салған. Өзбекәлі жастайынан тұрмыс тапшылығын көреді. 1932 жылға аштықтың салқыны әлі соғып тұр еді. Ол заманда тойып тамақ ішу мұң. Үйден кетіп интернатқа ауысқан соң да талқан үшін талас тартыс тоқтамаған. Жалпы 20-50 жылдары Өзбекәлі ғана емес, әлем жұрты тойып тамақ ішуге зар болып қалған. Әлемді шарпаған екі бірдей дүниежүзілік соғыс экономиканы күйретіп жіберген. Сондықтан осы кезеңде өмір сүрген кез келген жазушының кітабын оқысаңыз, аштық пен ас ауқат шығарманың басты тақырыбына айналады. Бұл кітапта Өзбекәлінің өмірден көрген қиындығын тізіп, жазып, мүсіркеуді көздемейміз. Бала кезінде оған салқын қараған ағайын туысында жазғырып, сыртынан үкім оқып соттамаймыз. Сол заманда туып қиындықтың ішінде жүрмеген соң, заманның күшімен қандай да бір баға беруден аулақпыз. Шындап келгенде бізді Өзбекәлінің бала кезінде қалай қиналып жаншылғаны емес, осыншама ауыр кезең мен тұйық ситуацияны қалай жарып шыққаны қызықтырады. Адам болмысының қандай қиындыққа салып ессең де, сол қасіретті түбінде өз пайдасына шешіп алатын құдіреті бар. Мысалы, өгей шешесі Өзбекәліге кейде тізесін батырып жіберуі мүмкін. Болмашы балалығы мен шалалығы үшін ауыр сөз естіп, бәлкім шапалақ жеуі де кәдік. Осындай қауіптен сақтану үшін ол барынша қателеспей, әр істі мінсіз атқаруға мәжбүр болған. Бұл мінез оның бейсанасына сіңіп, әр сәтте сақ отыруға, шамадан тыс кірпияз болып, тапсырған істі мінсіз атқаруға тырысатын адамға айналдырды. Себебі онымен әріптес болған кісінің бәрі бүй деп шағымданады. Өзбекәлі бізді ит қылушы еді. Әсіресе концепциялар мен қызметтік аттарды тексергенде қанымызды ішетін, алдына апарған құжатты үлкен қайшымен қидалап, жөндеп жазып кел деп бетімізге лақтыратын. Бір хатты 10 рет жаздырады дейді. Біздің ойымызша мұндай талапшылдық пен перфекционизм өгей шешенің қысымынан құтылу үшін бейсанасында қалыптасқан қорғаныс механизмі болса керек. Барынша аз орыс естіп, мейлінше тыныш жүру үшін кез келген тапсырманы шырқау шегінен асырып орындауға міндетті. Осы мінезі миында шарттанып, есеген соң өлгенше серік болған шығар деп пайымдаймыз. Несі бар, өгей шешенің тепкісі де жеме-жемге келгенде қазақтың пайдасына шешілді. Шешеге қарсы қалыптасқан қорғаныс механизмі кейін келе мемлекеттік істерді мінсіз атқаруға себеп болды. Шешесіз өскені де тұтас алғанда қазақ мәдениетінің пайдасына шешілді. Киім кешегін өзі тігетін әдеті. Министр кезінде ұлттық киім үлгілерін жасай алатын шеберлік қырын дамытып жіберді. Зейнетке шыққасында немересінің концертке киетін ұлттық киімін өзі пішіп, өзі тікті. Әзірет Сұлтан музейіндегі жұмысшы қыздарға кесте тігуді өзі үйретті.
Түптеп келгенде өзбек елінің де бейсанасында психикалық жарақат бары күмәнсіз, бірақ мұндай жарақат адам тағдырын түбегейлі шешпейді. Себебі психика адамның өзі емес, болмысының бөлшегі. Сан түрлі соққы алған психикаға оппонент болып болмыс ішінде рух сәулесі тұр. Мәселе рухтың қайсар мінезін іске қосып, жанына жабысқан жарақатты игілікті іске жұмсауында. Оның өзін ердің ері, жігіттің жігіті жасай алады. Болмыстағы рух сәулесі әманды тәуелсіз, ол кез келген кедергіні қиып өтуге қабілетті. Ол үшін Құдай алдында, ар алдында, халық алдында моральдық жауапкершілік арқалап, мәдени майданға қорықпай кіресе жетіп жатыр. Сонда ешбір жарақат адамды орға құлата алмайды. Қоғамда мынандай да парадокс бар. Пысық ата-аналар баламды білімді қыламын деп қымбат мектепке беріп, репетитор жалдап қайдағы жоқ пәндерді жастайынан сіңіріп әлек. Бірақ осындай балалар 16-17 жасқа жеткенде ерік жігері мен құлшынысын жоғалтып алады. Елдік сана, мемлекеттік мүдде деген ұғымды білмейді. Тіпті қара басын сүйрей алмай масқара болады. Өзбек елі 1-ші сыныпқа барғанда 2-ші дүниежүзілік соғыс басталып, мектептің мазасы қашады. Өзбек елі 1-ші сыныпқа барғанда 2-ші дүниежүзілік соғыс басталып, мектептің мазасы қашады. Бір сыныпта 4-5 оқушы ғана қалған. Дәптер жоқ. Үй тапсырмасын газет шетіндегі таза жолаққа жазуға мәжбүр. Алматыға келгенде орыс тілінен емтиханды әрең тапсырған. Осындай жұпыны жолмен білім алған жас өреннің 30 жасында орда бұзып, 40-қа жетпей СССР деңгейіндегі көрнекті көсем болуын немен түсіндіресіз? Бала кезінде көрген қиындығы неліктен ауыр тағдырын тұйыққа тіремеді? Осындай фактілерді сараптай келіп, ғалымдар қайсар рух ұғымын ғылыми ортаға қайта әкелді. Өзбек елі бала кезінде алған бүкіл психологиялық жарақатына болмыстағы рухтың қайсар мінезін қарсы қойды. Қазақы тәрбиемен бойына сіңген ұлттық құндылықпен туған жерінің бай тарихы оған болса кетті. Арыстан баб пен Қожа Ахмет Яссауи сияқты әулиенің топырағында дүниеге келуі де өмірдің асыл мұратын дұрыс көздеуге септесті. Арғы атасының бірі Елқонды датқаның 47 жасында Қоқан хандығына қарсы күресте қаза тауып, Әзірет Сұлтан кесенесінің ішіне жерленуі де оның рухани оянысын жылдамдатты. Туған жері Сарықамыстағы ауыл қарияларының көне аңыздан тартатын құнарлы әңгімесі де көкірегін хикметке толтырды. Серім ақсақалдың қатал һәм діни тәрбиесі де моральдық принциптерге бекем болуға жәрдемдесті. Оның осындай рухани қазынасы қазақ мәдениеті үшін күрес кезінде ұлт пайдасына шешілді. Өзбек елінің бойынан көрінген ақыл-парасаттың бәрі қайсар рухтың шарапаты деп білеміз. Өзінен таяныш сұрап келген туыстың бәріне қарасып бақты. Шәуілдердегі ағайындарын жиі зияраттап тұрды. Мектепте бірге оқыған сыныптастарын да ұмытқан жоқ. Ауылына барғанда о дүниелік болған марқұмдардың үйіне кіріп көңіл айтып, Құран бағыштап шығуға тырысатын. Тағдырдың айдауымен Алматы облысындағы Есік қаласына көшіп кеткен ағайындарын іздеп барып, үйінде түстеніп кететін. Тағдыр тағылымында есімі аталатын Абат інісінің қызы Айғанымды студент кезінде жатақханаға тұрғызбай, пәтерінде жатқызып оқытты. Ет жақын туыстарын аралап сұхбаттасып көрсеңіз, өзбек елден көрген қамқорлығы мен жақсылығын сағаттап айтуға дайын. Ұлтқа қызмет ету мінезден. Патшалық Ресейден мирасқа қалған шовинизм сырқаты советтік орыстарға да жұқпай қоймады. Ұлы орыс халқына шексіз қарыздармыз, бізді адам қылған солар деген оңбаған идеология орысқа орасан зиянын тигізді. Басқа ұлтты аштықтан ашық кемсітіп, оларға екінші сортты халық деп қарайтын рухани кеселге ұшырады. Онысына ешқашан ұялмайтын, бейнебір жер жаралып су аққалы адамзаттың тарихы осы ережемен жүріп келе жатқандай қабылдайтын. Осы кесел 70-80 жылдары даңқы дүркіреген ресейлік әнші Алла Пугачеваны да оңдырмай түсірген. 1981 жылы Алматы қаласына гастрольдік сапармен келеді. Сол кезде концертте болған куәгерлердің жазып қалдырған деректеріне сүйенсек, оқиға былай болған. 1981 жылы сәуірде Алла Пугачева Алматыдағы Ленин атындағы сарайда, қазіргі Республика сарайы, 2 күн концерт береді. Әншінің өзінен даңқы бұрын жетіп, билет түгел сатылып кетеді. Концерт аншлагпен өтеді. Концерттің бірінші күні залдың алдыңғы орындығында шенеуніктер келіп жайғасты. Олар концертте салмақты отырып қатты қол шапалақтай қоймады. Ал әнші соны байқады да сахнада тұрып: "Сендер пленумның жиналысына келдіңдер ме, әлде концертке келдіңдер ме?
Қанекей қол соғып отырамыз деп сөзбен қағытып өтеді. Ертесіне «Вечерняя Алматы» газетіне Харченко деген журналистің «Звездная болезнь ли» деген мақаласы шығып, әншінің сахнада көрерменге ескерту жасаған сөзін хулигандыққа балайды. Алла Пугачева екінші күнгі концертін береді. Концерт кешкі сағат 7-де басталады. Ән айтпас бұрын әнші сахнаға шығып, газеттегі өзі жайлы шыққан мақаланы жұртқа оқып береді. Сосын тілшіні жер-жебіріне жетіп балағаттайды да, газетті көрерменнің көзінше жыртып лақтырып тастайды. Әншінің әдепсіз мінезі мұнымен бітпейді. Концерт басталады, ән айтылады. Жұрт қол шапалақтап оның өнеріне құрмет көрсетеді. Тіпті көрермендер бір әннен соң тағы ән болсын деп қол соғып тұрып алады. Әнші сахнаның сыртына шығып кеткен сәтте «Ох, как надоели мне эти бараны» деп айтып салады. Микрофон қосулы еді. Жұрт оның сөзін анық естіп отырды. Залдың алдыңғы жағы гу етіп барып басылды. Бірақ халық сабыр сақтап концертті соңына дейін тыңдады. Пугачеваның сөзі ертесіне Өзбекәліге жетеді. Ол бұл кезде мәдениет министрінің орынбасары еді. Телеарна мен радио басшыларына хабарласып, дереу концерттің жазбасын алдырып, бастан аяқ тыңдап шықты. Пугачеваның сөзі анық жазылыпты. Ертеңіне орталық комитеті бұл оқиғадан хабардар етеді. Кейбіреудің толеранттыққа салынып, араша түскен сөзіне қарамай, сол күннен бастап әншінің Қазақстанда концерт беруіне тыйым салынады. Бұдан соң Союз концерттің Қазақстандағы гастрольдік бағдарламасынан Пугачеваның есімі сызып тасталып отырды. Қазақстанның телеарналары мен радиосынан оның әндері берілмеді. Өзбекәлі биліктен кетіп, ықпалынан айырылғанша Алла Пугачева Қазақстанға аттап баса алмай қалған. Өзбекәлінің көкірегінде қайнап жатқан ұлттық намыс әншіні елге кіргізбей қойды. 1996 жылы Бусия компаниясының егесі Болат Әбілов Пугачеваны Алматыға алдырып республика сарайында концерт бергізді. Ыдырыс Жұмабекұлы есімді азамат Аухадиев айтып беріп еді деп мынандай естелікті баяндап берді. 1980 жылдары Өзбекәлі Германиядан келген қонақтарды үйіне шақырды. Шамасы мәдениет саласында істейтін шенеуніктер болса керек. Олармен бірге лауазымды қазақтар да қоса келді. Ішінде Назарбаев та болды. Бәрі жиналып болғанша жеңіл шай ішіп отырдық. Ас үйде асылып жатқан еттің иісі мұрынды жарды. Bir кезде тамақ келетін уақыт жақындады. Бірақ дастарханға шанышқы, қасық, пышақ секілді саймандар қойылған жоқ. Өзбекәлі ала ас пісті, қол жуып дастарханға жайғасамыз деді. Бәріміз қол жуып келдік. Өзекең қонақтардың мәртебесіне қарай жілік пен сүйекті тарата бастады. Сосын жілікті не үшін олай таратқанын, оның астарында қандай мән-мағына жатқанын әңгімелеп отырды. Ет турап болған соң, ал бісміллә, асқа қарайық деді. Шанышқы болмаған соң бәріміз етке беттей алмай сасып қалдық. Бір-бірімізге қарап ымдап, не істейміз дестік. Бір-бірімізді аңдып отырмыз. Сол сәттегі психологиялық күйді сөзбен жеткізе алмайсың. 1-2 минуттай үнсіздік пайда болды. Соны байқады ма Өзекең? Өзі бастап бісміллә деді де тамаққа қол салды. Сосын барып үстімізден бір жүк түскенде жан-жақтан етке қол салдық. Ашпыз ба әлде ұлттық кодымыз оянып кетті ме? Ол жағы белгісіз. Немістер де қарап тұрмай бізге ілесіп, етті жалаң қолмен жей бастады. Осылайша Өзбекәлінің үйінде қолмен ет жедік. Құрметті оқырман, біз үшін етті қолмен жеу деген дәстүр бұрыннан бар сияқты көрінеді. Өзбекәлінің үйінде шенеуніктердің етті жалаң қолмен жей алмай сасып қалғаны біз үшін түсініксіз. Бірақ жазушы Бекежан Тілегеновтің мына естелігін оқысаңыз, мәселенің төркіні ашылады. Әңгіме Хрущевтен басталған. Бас хатшы 1957 жылы Манеж алаңында өткен көркемсурет көрмесіне барған. Өнерді түсінбейтін Қарабайыр Хрущев сурет әлемін тың бағытын көріп шошып кетеді. Ол көрмеде тұрып аузына келген жаман сөздермен жас таланттарды сөгеді. Қысқасы, өнер мен шығармашылықтың тыңнан шыққан салаларын советтік реализмге жат деп боқтап боралай берген. Оның осы топастық ауруы басқа республикаларға да жұқты. Сол кезде Қазақ СССР-ның бас хатшысы Исмаил Юсупов, идеология хатшысы Нұрымбек Жанділдин болатын. Оларға насихат бөлімінің меңгерушісі Лагинова деген әйел қосылды. Осы үштік қазақ әдебиеті мен мәдениетіне жойқын соғыс ашты. Бір күні үкіметтің үлкен жиынында Юсупов пен Жанділдин ұзын сонар баяндама жасады. Қазақ мәдениеті тарихындағы ең бір масқара жиналыс осы болар. Екеуі де мәдениет пен әдебиетке аямай күйе жақты. Қазақ мәдениетін масқаралауға келгенде бірінен бірі асып түсетіндей жарысып, таласа сөйледі. Жанділдин қазақ өнерін еуропалық деңгейге жеткіземін деп талпынатын. Озық өнерге кім талпынбайды? Бірақ оның қателігі қазақ өнері мен дәстүрін еуропалық мәдениетпен ауыстырмақ ниеті. Қазақ мәдениетін құбыжық көрді. Халықтың ет тамағынан, қасық шанышқы қолданбауынан, жерге отырып тамақ жеуінен, басқа да әдет ғұрпының кемшілік іздеп, кертартпалықтың белгісін тапты. Қазақ дәстүрінен үрке қашу жалғыз Жанділдин емес, сол замандағы өкімет басындағы қазақ азаматтарының, партия қызметкерлері мен шенеуніктердің де әдетіне айналды. Еуропалық мәдениетке қол жеткізуге құлшынып, ұлттық дәстүр мен ұғым қасиетті тұрмыстан аластатты.
Бұл заңды құбылыс еді. Өздері кеше ғана кедей шаруадан шықты. Қазақтың маңдай алды жайсаңдары сталиндік репрессияда ажал құшқан соң солардың орнына әрең қолы жетті. Олардың білімі де таяз еді. Көрген білгені де аз. Шенқұмарлығы жойқын. Қазақ дәстүрінен іргесін барынша аулақ салуға тырысты. Шүрілдеп шала сөйлесе де орысша тіл қатуды мәдениет санады. Үйінде балаларымен орыс тілінде ғана тілдесті. Бұл замандағы коммунист шенеуніктердің сиқы осындай еді. Олар елдің өнерін қастерлеп, дәстүрін сыйлап, өмірін көгертетін жандар емес еді. Жанділдин осындай көп мәңгүрт басшының бірі. Сондықтан оның қазақ дәстүріне, өнеріне, әдебиетіне қарсы шығуы заңды нәрсе. Ол ең алдымен домбыраға өшікті. Жиналыстағы ұзақ баяндамасында қазақ домбырасы мен оркестрінің рөлін кемітіп, төмендетуден бастады. Оркестрді таратып, симфониямен ауыстыру керегін, сол арқылы еуропалық мәдениеттің дәрежесіне жету қажеттігін дәлелдеуге тырысты. Міне, енді бәрі түсінікті шығар. 1960 жылдары қазақ мәдениеті осындай қиын кезеңді бастан кешті. Шенеуніктердің қазақы дәстүрді жойып жіберуге барын салып жатқан. Сол кезде қазақтың бағына өзбек елі туып, мәдениетті жан тәнімен қорғауға көшті. Ұлттық позициясына мығым болғаны сонша, Еуропадан келген қонақтарға да етті қолмен жегізіп, құрт қосылған ыстық сорпа беріп, мәртебелі сүйегін мүжітіп, үстіне шапан жауып шығарып салды. Етті қолмен жеуді жабайы мәдениет санайтын қазақ шенеуніктерінің де психологиялық үрейін сындырды. Осы отырыс немістерге қатты ұнаса керек. Олар Өзекеңді жұбайымен бірге Германияға шақырады. Ағамыз бен жеңгеміз шақырған жерден қалмайық деп шетел асады да Германияны 2 аптаға армансыз аралап, тынығып, елге тың қуатпен оралады. Өзбек елі қазақ мәдениеті мен ұлттың намысын қорғау үшін қорықпай батыл қадамдарға баратын. Өзбек елінің ұлы ниетжан мынандай естелік айтады. Әкемнің қызметі жоғарылап, 1961 жылы республикалық комсомол ұйымының бірінші хатшысы болды. Қызметі Алматыға ауысты. Жұмысқа кірген соң Алматы қоғамында асқынып тұрған орыстың шовинистік мінезімен бетпе-бет келді. Ол заманда Гүлнәр, Гүлсім, Гүлнәз, Гүлмира сияқты қазақ қыздары студент атанып Алматыға келгенде оларды шовинистер Гуля деген лақап есіммен атайтын. Сағынбек, Салқынбек, Сартайлар бірден ұсташаға айналды. Қасымбай, Қамбарлар Коляға өзгеріп сала беретін. Жарылқасын, Жүрсінбай, Жомарттар Жора деген жаңа атты қабылдауға мәжбүр болды. Қазақтарды өз атымен атамай ыңғайына икемдеп алатын орыстың осындай әдепсіздігі әкемнің намысына тиетін. Бір күні ол комсомол орыстардың қазақтарды лақап атпен атап жүргенін естиді. Ат қоюшыларды кабинетіне шақырып алып, сенің атың кім деп сұрайды. Михаил деді ол, ойында түгі жоқ. Бүгіннен бастап Михаил емес, Майкөтен боласың дейді әкем. Сенің атың кім дейді келесі бір орысқа. Константин дейді ол, марқайып. Ендеше сенің есімің көті бар болады дейді. Сенің атың кім дейді тағы бір кербес комсомолға. Мария дейді ол маңғаздана. Сенің атың Маубаскүл болсын дейді әкем. Осылайша орыс комсомолдарға қазақы есімдерді жомарттықпен таратып береді. Басында олар түк ұқпайды, иықтарын қиқаң еткізіп жүре береді. Бір күні комсомолдың кезекті жиыны өтеді. Жиналыста әкем оларды өзі қойған есіммен атап сөз бере бастайды. Мұндай қорлыққа шыдамай олар: Жолдас Өзбекәлі Жәнібекович, неге бізді бұлай мазақтап отырсыз деп бұрқылдайды. Сонда әкем: ұнамай ма? Ендеше саған қазақ есімдерін бұрмалып айтуға кім рұқсат берді? Сізді осылай деп атасам бола ма? Сізге ұнай ма деп неге әріптестеріңнен рұқсат сұрамайсыңдар? Дейді түсін суытып. Олар жым болады. Осы жиыннан соң әлгі ат қоюшы орыстар әкемнен кешірім сұрап, қазақы есімдерді бұрмаламай айтуға уәде берді. Бұл оқиғаны әкем зейнетке шыққан соң шай басында отырғанда айтып беріп еді. Мәдениет қисапсыз құндылық кетігін тауып, бір-бірімен ұлттық нақышта өрілгенде пайда болатын Тәңірдің таңғажайып туындысы. Оның туын құлатпай ұстау үшін мәдениеттің әрбір элементін көздің қарашығындай күзетуге міндеттісің. Жер атауы, адам атауы, адам атауының қазақша әріптері, қыл аяғы қазақша есімдердің соңғы дауысты дыбысына түсетін екпінге шейін мұқият болуың шарт. Оларды бөтен жұрттың ыңғайына бейімдеп бұрмалауына жол беруге болмайды. Мемлекеттік түсініктің мығым тұруына септігін тигізетін кез келген қадірлі, қастерлі, аяулы ұғымдар қатаң күзетте тұрсын. Өзбекәлі қазақ мәдениетіне шабуыл жасалып, орыстану процесі қарқынды жүрген дәуірде осылай ашық күресті. Енді мынадай масқараға назар аударыңыз. Соңғы кезде халық үшін мағынасы қою, тамыры тереңге кеткен, әр қазақ үшін қастерлі естілетін шеше ұғымын бөтен біреу емес, қазақтардың өздері де талқандауға көшті. Тұтас бір мұсылман қауымына
діни уағыз айтып отырған рухани жетекшілер киелі ұғымдарды қасақана қирата бастады. Ел ішінде пәленше ұстаз, түгенше имам атанған танымал уағызшылар шеше сөзін ғылыми негізсіз қаралады. Қазақ әдебиеті мен тіл тарихынан бейхабар имамдар баланы туып оған білім не тәрбие бермей далаға қаңғытып қоя беретін ақымақ жауапсыз әйелдерді шеше деп атаған деп былш еткізді. Жоспарлап қойғандай молдалар бұл тақырыпты бірінен соң бірі насихаттай жөнелді. Сәл болмағанда қазақ ұлтының түп санасына сіңісті болған қастерлі ұғымды діни уағыздың күшімен жойып жіберуге шақ қалды. Мұндай мұқтаждық неден туғаны түсініксіз. Әлде шеше сөзінен тыйылып, жаппай ана сөзіне ауысса, қазақ қоғамы рухани гүлдену дәуірін бастан кеше ме? Ана сөзі бұрыннан бар, бірақ оның пафостық сипаты басымдау. Ақындар мен кино режиссерлар оның шығармашылығында орнымен қолданып келген. Ал практикалық жағынан алғанда шеше сөзінің қолдану аясы тым кең және санамызға құндылықтар арқылы сіңісті болған. Күйші Құрманғазы да, ақын Мұқағали да шеше ұғымдарын киелендіруге барын салды. Орта ғасырлық жырларда шеше сөзі молынан қолданыста болған. Міне, елдің өзі мәдениетінен ажырап, тәуелсіздігінен айырылып, бөтенге құл болу трагедиясы осындай қарапайым ұғымды алмастырудан басталады. Экзистенциалист ғалымдар адам болмысына мынандай анализ жасайды. Әдетте адам еркін жаратылыс, бірақ оның еркіндігі түпкі ядросында анық көрінеді. Ол үшін адам өзін матап тұрған ситуациядан ой қуатымен тебініп шығады да, ситуацияны және ол жерде қамалып тұрған өзін сырттай ойша бақылайды. Тұйықтан шығатын жол мен мүмкіндіктерді есептейді. Мұны ғылымда адамның өзі трансценденция жасауы деп атайды. Осы қабілеті неғұрлым өткір болса, кез келген жағдайды жарып шығады, бірақ оның да шарты бар. Ғайыпқа самғап трансценденция жасау үшін символдар керек, ал символдар киелі мағынамен қасиетті сөздерде болады. Адамның сөздік қорында киелі символдар неғұрлым мол болса, ой қуатымен өткен шаққа да келешекте де қиналмай сапар шеге береді. Ана тілі тоқырауға ұшырап, илахи символдарынан ажыраған халық қиын жағдайды бұзып шығуға қауқарлы болмайды. Олар езіліп, жаншыла береді. Мысалы, соңғы 25 жылда халық әруақ дейтін киелі сөзден алыстап кетті. Өлген кісіге құрмет көрсеткенде пәленшенің әруағынан ұят болмасын деп қобалжып тұратын. Ел ішінде Алла соққан оңалады, әруақ ұрған оңалмайды деген киелі ұғым бар еді. Дүмшелер әруақ сөзін еш қисынға келмесе де бұл Аллаға серік қосу деп мағынасын дезакрализация жасады. Халық әулие құдай емес, құдайдан былай емес деп жүрек көзі ашылған адамды ерекше категорияға қосатын. Дүмшелер бұл ұғымды да киесінен айырып, әулиені құдайға теңестіруге болмайды деп жойып тыңды. Арыстан бабқа түне яссауиден тіле деген танымды да салафиттік уағыздың екпінімен езілді. Түркістан екінші Мекке деген ұлттық мақтаныш бар еді. Дүмшелер оның да мағынасын бұрмалап, Мекке әманда біреу деген желеумен Түркістанның киелі мәртебесін жерге құлатты. Бұрын Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет деп пайғамбар бастаған ізгілердің көшіне яссауидің беделі жалғанатын. Қожа Ахметті пайғамбарға теңеуге болмайды деп, оның да киелі мағынасын теріс бұрмалады. Қазақ мұсылмандығында ерекше дарынды адамдар бар. Бала кезімде Қыдыр ата көрінді. Өлең аласың ба, көген аласың ба деп таңдау жасапты. Сосын батасын беріп, осы қасиетті бойыма дарытып кетіп еді деп бойға біткен өнерін киелі әлеммен байланыстырып отыратын. Дүмше молдалар бұл ешқандай да Қыдыр емес, оларды жын ектеген деп терістеді. Сөйтіп қазақ әлемін киеден жұрдай қылды. Қазақ мәдениетін әлем халықтарынан даралап тұратын келіннің сәлем салуы, жеті шелпек тарату, марқұмға Құран оқыту, домбыра шерту, әулиеге зияраттау, қол жайып бата беру, нан қиқымын теріп жеу, адыраспан, босақаға кәрі жілік ілу сияқты әдет-ғұрыптар да мансұқталды, әлі де жалғасып жатыр. Қазақ үшін киелі болған қастерлі ұғымдарды қорғайды деген молдалар керісінше ұлттың бітіспес дұшпанына айналып шыға келді. Халықтың осынша мәдени байлық пен рухани құндылықтан тапа-тал түсте тоналып қалуы қалай жүзеге асты? Біздіңше билік басында Өзбекәлі сияқты мәдениетке жанашыр басшылардың жоғынан туады. Өзбекәлі Жәнібек өмір-бақи коммунистік партияның мүшесі болған шенеунік. Қатардағы шенеунік емес, партияның өте белсенді мүшесі болған. Бірақ оның өмір жолы мен атқарған ісін сараптаған адам оны коммунист деп айтпас еді. Ол күрескерлік ғұмырын партияның сыртында емес, ішінде өткізген. Айласын асырып, партияның аса қуатты ықпалын қазақ мәдениетінің өркендеуіне жұмсаған. Партияның саяси махавигіне қарсы тұрып, құр босқа
туралып, тапталып, сотталып кеткенше сол махаббектің күшімен ұлтсыздану науқанын туралатып тастауды дұрыс деп есептеген. Шартты түрде коммунист саналғанымен жан жүрегі мұсылман, бағыты ағартушы ұлтшылдық болғаны күмәнсіз. Тағдыр тағылымы еңбегінде ол дін жайлы да керемет ойлар айтады. Имандылық жөнінде айтсақ, оның негізін діннен қарастыру тым қысқа қайырғандық болар. Оған қазақ халқының барлық игі қасиеті мен әдет-ғұрпының тікелей қатысы бар. Осы ретте мұсылман қауымына тән таным сатылары шариғат, тариқат, қағиқат, мағрифатпен үйлесім табуы қажет-ақ. Өтті ғұмырым, шариғатқа жете алмадым, шариғатсыз тариқатқа өте алмадым, қариқатсыз мағрипатқа бата алмадым деп бабамыз Қожа Ахмет Яссауи толғағандай, осы төртеудің бірлігі ауадай қажет. Шариғатқа бой ұсынып, тариқатқа сеніп, қағиқатқа жүгінген мағрипатқа жете алғандарға иман да, ар да, ұят та болады деген екен бұрынғылар. Тарихи құжат. Өзбек елі тарихшы һәм мемлекеттік билікте болған басшы ретінде бір нәрсені кәміл түсінген нәрсесін кітаптан оқып қана қоймай, практикада қолданыстан өткізген. Мәлім болған ақиқат мынау: киелі нәрседен басқаның бәрі тұрақсыз. Тұрақтылық талап еткен болмыс киенің қасиетімен суырылуы керек. Сонда ғана өткінші мәдениеттің ықпалына ұшырамай, уақыт пен кеңістіктің әсеріне берілмей, сау-саламат тұра береді. Ол 1995 жылы Конституция өзгеріп, билік бір кісінің қолына шоғырланып, мәдениет саласына мәңгүрт шенеуніктер тағайындалған сәтте-ақ көсемнің елді жақсылыққа жетелемесін түсінген. Мұндай теріс бағытқа түскен билік жүйесі бір күні жарға соғылады. Сол кезде бәрі күйрейді. Осындай күйреу кезеңі туғанда жұрт есін жиып, тарихи тізбегін іздейді. Мәңгілік мұратын анықтау үшін жанталаса күрескенде Әзірет Сұлтанға бет бұруға мәжбүр. Себебі тарихтың мәні мен мемлекеттің мұратын шенеуніктер белгілей алмайды. Оны әулие-әнбиелер ғана белгілейді. Мемлекеттің тұғыры ар алдында тізе бүккен ақжүрек жандар. Олар бағытын айқындағанда Яссауиден медет тілейді. Халық өмірлік мұратынан көз жазып қалмасын деп, өзбек елі соңғы сағатына дейін Әзірет Сұлтан жайлы жаза берді. Мұны Ғайникен Бибатырованың естелігінен анық білеміз. Өз аға ауруханаға жиі түсуші еді. Оны ауру қажытып нашарлаған кезінде мен ауруханаға көңілін сұрауға барған едім. Ол етпетінен түсіп, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қатысты жазбаларын түзетіп жатыр екен. Өзі ентігіп әрең демалады. Отыруға шамасы жоқ. Аға, денсаулығыңызды неге ойламайсыз? Қоя тұрсаңызшы, сосын жазарсыз деп едім. Бірден шарт кесті. Мен қоя тұрсам, мұны кім жазады? Менің енді қанша жасайтыным белгісіз, кімге сенемін деді. Жарайды, жақсы, шамаңыз келсе жаза беріңіз деп жыламсырап шығып кеттім. 2 күннен соң ол дүниеден озды. Өмірінің соңына дейін Ахмет Яссауидің мұрасын түгендеп жатты. Өзбек елінің жанталасып жазып жатқан еңбегі Әзірет Сұлтан кесенесінің вакуф құжаты. Мұны бір заманда Әмір Темір өсиет етіп қалдырған еді. Ол Қожа Ахмет Яссауиге зәулім кесене салған соң, оны қалай сақтап пайдалану керегін жарлық етіп жазады. Совет өкіметі орнағанға дейін бұл құжат маңызын жоғалтпаған. Заманында Түркістанға билік еткен хандар мен сұлтандар да Әмір Темірдің жарлығын бұзбаған. Большевиктер билікке келген соң қасиетті құжат күшін жоғалтты. 1901 жылы шығыстанушы ғалым Диваев жергілікті қожалардан бұл құжаттың нұсқасын тауып алып, орысша аударып, Түркістанское ведомство журналына жариялаған. Кейін бұл құжаттың іздеушісі болмай, архивтің бір қатпарында сарғайып қала берген. Қазақстан тәуелсіздігін алған соң Яссауи мұрасын түгендеуге, оны ұлттық идеология етіп көтеруге құлық танытпады. Осыны байқаған өзбек елі қадір-халі қалғанша өзі жинақтауға көшеді. Сөйтіп дүниеден озарына санаулы сағат қалғанда Әмір Темір жаздырған вакуф құжатын қазақша аударып бітеді. Ғайникен Бибатырова келгенде өзбек елі сырқатына қарамай, етпетінен түсіп жасап жатқан жұмысы осы еді. Осылайша ол кесенені қорғап, сақтап, ілімін насихаттайтын бағзыдан келе жатқан тарихи тізбекті қайта жалғап кетті. Оның бұл стратегиясы өте ұтымды шықты. 2015 жылдары ар-ұяттың дефицитінен қазақ қоғамы құрдымға кете бастағаны сезілді. Үкімет басшылары қанша жерден өздерін прагматик, материалистпіз деп санаса да тұйыққа тірелгенін білді. Тіпті биліктен басқа құдірет барына сенбейтін экс-президенттің өзі 2017 жылы рухани жаңғыру жобасын жариялады. Бұл жоба сәтімен жүзеге асып, діттеген мақсатына жете алмады. Дегенмен, Әзірет Сұлтан нұсқаған ақиқатқа ғашық болу дерті мен соқыр болған жүрек көзін ашу жайлы хикметтердің мемлекет тәуелсіздігі үшін қаншалықты маңызды екенін жұрт түсіне бастады. 2018 жылы Түркістан облыс орталығы болды. Әзірет Сұлтанның кесенесін күтіп ұстау маңызды міндетке айналып шыға келді. Оның қабіріне зиярат ететін халық саны күрт өсті. Уақыт өткен сайын оның іліміне қызығушылық артып келеді. Қазақ жұрты қаңтар оқиғасынан кейін ең ұлы нығметті, тәуелсіз мемлекеті екенін терең ұғынды.
Бұл түсінік оларды еріксіз Түркістан тарапына бет бұрғызды. Өзбек елінің жанталаса аударып кеткен тарихи құжаты мемлекеттің маңызды құндылығының біріне айналып шыға келді. Арыстан бабқа түне. 1998 жылдың 22 ақпанында өзбек елінің жүрегі мәңгілікке тоқтады. Совет өкіметінің қол астында 70 жыл езілген қазақ жұрты игі жақсысын келі пантеонға жерлейтін дәстүрін ұмытып қалған еді. Өзбек елінің денесін қайда қоямыз деген мәселе көтерілгенде коммунистік санадан айықпаған атқамінерлер ойланбастан Кеңсайға қоямыз дейді. Абырой болғанда бұл іске Қалихан жеңгеміз араласады. Ол өзбек елінің аманаты бар. Көзі тірісінде мүрдемді Арыстан баб қорымындағы Құрбан атаның қасына қойыңдар деген. Сол аманатын орындаңыздар дейді. Аманатты бұлжытпай орындауға Қырымбек Көшербаев кіріседі. Ол бұл істі президент Назарбаевпен ақылдасу керегін ескертеді. Себебі 1975 жылдан бастап Арыстан баб қорымына кісі жерлеуге заңмен тыйым салынған. Мемлекеттің қарауындағы айрықша жері саналады. Сол күні президент іссапармен Жапонияда жүрген екен. Қырымбек президентке телефон толғап өзбек елінің аманатын айтады. Президент пәрмен береді. Ертесіне оның мүбәрәк денесін отырарға қарай алып шығады. Оған ілесе шыққан алматылық Қарақұрым халықты ілестіре кету үшін жолаушылар пойызына қосымша 3 вагон тіреледі. Қара жамылған көш ертесі шәуілдірге жиналады. Аймақтағы ағайын туысы түгел келеді. Далаға киіз үй тігіліп, денесі мейрам суымен жуылып, ақ кебінмен аруланып, Құрбан атаның қасына қимастықпен жерленеді. Көп ұзамай оның басына шағын күмбезді әдемі кесене салынады. Қазір оның кесенесі Арыстан баб түрбесінің қарсы алдында 150 метр қашықтықта мен-мұндалап тұр. Оны білетін момындар Арыстан бабтың басына Құран оқып шыққан соң Құрбан аты мен Өзбекәлі Жәнібектің басына соқпай кетпейді. Елдік санасы нығайып, мемлекеттік тұғыры қалыптасқан ұлыстың бәрі қаһарман хандарын қалай болса солай жерлемеген. Ұлт пен ұлысты бір идеяға ұйыстырып, халықтың өркениетке ілесуіне үлес қосқан игі жақсысын да құрметпен арулаған. Оларға кейінгі ұрпақ тағзым етіп тұруы үшін ұлттық пантеонға жайғастырған. Пантеонға келген жаңа буын ата-бабасының тарихи тізбегін қиналмай көре алады. Олардың қандай мақсат пен мұрат жолында өмірін сарып қылғанын түсінеді. Сол сәтте өзінің де көкірегінде елім үшін мен не істей аламын деген сұрақ пайда болады. Қазақ халқы үшін тамырын тереңнен тартатын ең ардақты һәм аяулы пантеон Түркістандағы Яссауидің қабірі. 19 ғасыр ортасында қазақ даласын аралаған Янушкевичтің естелігінде мынандай дерек бар. Дәулетті қазақтар Әзірет сұлтанның зиратына өзінің сүйегін, кейде жақындарының денесінің бір бөлшегін жібереді. Баянауыл округіндегі әйгілі Шоңның балалары оның аяғының жартысын кесіп алып, қымбат кездемені орап, қасиетті адамдардың сүйегімен қатар қою үшін Әзірет сұлтанның кесенесіне жіберген. Қасиетті жерлердің күзетшілеріне берілетін ағыл-тегіл садақа өз алдына. Мирза Ильяденнің пайымдауынша, киелі мекені болмаса ешбір қауым ұйысып өмір сүре алмайды. Қауымның басы біріккен соң, олар біз үшін тіршілікте не нәрсе маңызды деген сұрақ қояды. Маңыздысы мәңгілік тіршілікке кепіл болған тәңірлік әлемнен құйылатын ырыс пен құт. Бірақ құт барлық жерде шашылып жатпайды. Тәңірдің назары түскен ерекше мекенде болады. Ежелгі адамдар не үшін құт тараған киелі даланы іздеуден шаршамайды? Себебі дүниенің қауіпті екенін біледі. Дүниеге хаос үстемдік етіп тұр. Кез келген сәтте елдің іргесін сөгіп, жұрттың ырысын шайқап жіберетін түрлі катаклизм бар. Ол күтпеген тұстан тап беріп, бәрін жайпап өтуі мүмкін. Міне, осындай апатқа ұрынған халық бүлік біткен соң есін жинау үшін киелі мекенге жиналатын. Сол жерде қайтадан бас құрап, хаосқа қарсы тұратын береке мен бірлікті тылсым әлемнен тартып алуға барын салады. Мұндай менталитет қазақтың арғы атасы ер түріктің заманында да болған. Көне түркілер қаһармен ұлдарын алтынмен киіндіріп, олардың мүрдесін Отөкен тауындағы арнайы обаларға, сағаналарға жайғастырған. Орта ғасырда исламның келуімен бұл дәстүр трансформацияға ұшырады. Баһадүрлерді бұрынғыдай алтын киіммен көмбейді, бірақ кебінге орап, әулиенің басына құрметтеп қоятын жаңа дәстүр орнықты. Түркістандағы пантеон қалыптасқанға дейін Ұлытау мен Сарайшықты осы міндетті атқарған. Ислам келіп, Түркістан топырағынан Яссауи атты әулие ғұлама шыққан соң, бұл орын көшпелі ұлыстың Алладан береке мен бірлік тілейтін киелі қаласына айналды. Қазақ хандығы дербес орда болып құрылған соң, Әзірет сұлтанның кесенесін өздерінің рухани астанасы етіп бекітті. Бұл олардың тарих сахнасындағы миссиясын анықтауда, өмірдің мәңгілік мұратын меңзеп тұратын рухани темірқазығы саналды. Содан бастап кесенесіне қазақ жұртынан шыққан бай бағлан мен асыл текті төрелер, қара қылды қақ жарған би мен батырдың мәңгілік мекеніне айналды. Бұл дәстүр халық санасында тұтастық менталитетін күшейтті.
Олар ұлы даланың шалғай мүйісінде жүрсе де, жүрегінің түбінде әзірет сұлтанды мемлекеттің мәңгілік тіршілігіне кепіл деп таныды. Әр қазақ Түркістаннан бастау алған құт береке түрлі апатқа қарсы тұра алады деп сенеді. Әзірет сұлтан кесенесінде қазақтың 21 ханы, 8 сұлтаны жерленген. 40-қа жуық биі мен 70-тен аса батыры жатыр. Қазақтың игі жақсылары Түркістаннан шалғай өмір сүрсе де, дүниеден өтерінде мүрдесін Әзірет сұлтанға апарып жерлеуді аманат етіп тапсырып кететін. Мысалы, Шоңби тірісінде Торайғыр сұлтан Махмұт Торайғыровтың бабасы екеуміздің Құдайға берген уағдамыз бар. Дүниеден қайтып жатса Хазіретке апарыңдар деп өсиет еткен екен. Шоңбидің мәйітін сілтінің бойында аманат сүресіне сақтап қояды. 40 күндік асы беріліп жатқанда Торайғыр би де қайтыс болады. Екеуін бірге Әзірет сұлтанның басына әкеліп жерлейді. Марқұм қыс мезгілінде дүние салса, мәйітті уақытша сақтап қоятын. Күн жылына бастағанда Түркістанға жол тартатын. Марқұмды бұлай жерлеу қазақ арасында қалыпты құбылыс. Игі жақсыларды Әзіреттің басына жеткізу үшін ішек қарнын алып бөлек көмеді. Денесін былғарыға орап сөреге қояды. Сөрені аманат орны деп те айтады. Қазірше морг. Шарты марқұмның денесі жерге тимей сөреде тұрды. Этнограф Жамбыл Артықбаев мынадай дерек айтады. Қазыбек би қайтыс болғанда оны Әзірет сұлтанға апарып жерлейміз деп уақытша аманатқа қойыпты. Сол маңнан 4 ірі тасты тігінен жерге бекітіп, үстінен кереге жайып, сөре жасап, оның үстіне 6 қанат үй тігеді. Бабаның сүйегін былғарымен орап, қаптап, сол сөренің үстіне қыс бойы сақтайды. Көктем туғанда Бекболат бастап, елу жігіт Әзірет сұлтанға алып жүреді. Қаз дауысты Қазыбек бабамыздың сүйегі 1763 жылы көктем айында қасиет дарыған Қожа Ахмет Яссауи күмбезіне жерленеді. Бөгенбай батырдың да жерленуі осыған ұқсас. Батыр Торғай өзені бойында қайтыс болады. Мәйітті уақытша сөреге сақтайды. Күн жылына бастағанда денесін ақ түйеге салып, 45 күн жол жүріп, Әзіретке әкеліп жерлейді. Бөгенбай батырдың денесі уақытша сақталған аманат орын бүгінде Бөгенбай сөресі деп аталып кеткен. Шыңғыстауда 97 жасында дүниеден қайтқан Мамай батырды да уақытша сақтаған. Себебі батыр күздің аяғында қайтыс болды. Ұрпағы денесін Әзіретке апарамыз деп ұйғарады. Алды қыс. Амалсыз батырдың ішкі құрылысын қасап жолымен бөлек алып, Орда тауының етегіне жерлейді. Денесін шөптен жасалған дәрі-дәрмекпен сылап сөреге қояды. Туыстары кезек-кезек күзетеді. Қар еріп жол ашылғанда зембілге салып Түркістанға әкеліп жерлейді. Мұндай оқиға мен деректер өте көп. Тіпті аңыз жырларда да көрініс тапқан. Мысалы, Шекті Тілеу батыр жоңғарлармен соғысып жүріп, Сайрам жеріндегі бір ұрыста шейіт болады. Оның денесін баласы Жолды аяқ батыр кесенеге әкеліп жерлейді. Бұл оқиға Тілеу батыр жырында былай өрнектеледі. Қалмақтар Жетісуды көктей өтіп, Сайрамды жермен жексен ойран етті. Жан алып, жан беріскен осы ұрыста батыр Тілеу ат үстінде қапы кетті. Сарбаздары кеңесіп ақылдасып, сүйегін сонау жерден алып келіп, Яссауидің дүрбесіне табыс етті. Жолды аяқ батырда дүниеден өткен соң, Яссауидің мазарынан таныс табады. 1884 жылы 9 наурызда Түркістан генерал-губернаторы фон Кауфман Әзірет сұлтанға мәйіт жерлеуге тыйым салатын жарлық шығарды. Заң бұзғандарды айыппұл салып жазалады. Мұның себебін тарихшы Нұржан Сәдірбек былай тарқатады. Ресей патшалығы түркі халықтарының Түркістанмен рухани байланысын үзуді көздеген. Себебі Сарыарқадан бастап Қоқан, Бұқарадан бері қарай жұрт игі жақсыларын кесенеге жерлейтін. Олар мәйітті жерлеп қана қоймай, марқұмның асын беруге, моласына зиярат қылуға жыл сайын келіп тұратын еді. Арқа мен шығысты мекендейтін қазақтар Түркістанға жай келмей, жергілікті ишан молдалармен келіссөз жүргізіп, өзімен бірге қожа әулетін көшіріп әкететін. Әзірет сұлтаны кесенесі қазақтардың рухани түлеп қайта бірігуіне, ынтымағы мен бірлігін нығайтуға қатты ықпал ететін. Кесененің осындай әлеуетін байқаған Ресей патшалығы 1884 жылы Түркістанға мәйіт әкелушілерге қарсы күрес бастайды. Дегенмен Кауфманның жарлығынан соң Яссауидің басына адам жерлеу кәдімгідей сирей бастайды. Қазақ арасында Түркістандағы қожалардың ықпалы да әлсірейді. Өзбекелі профессионал тарихшы ретінде бұл шежірені жақсы білетін. Әзірет сұлтанды қайтадан пантеонға айналдырғысы да келді. Өкінішке орай ол кезде оның замандастары мұндай тарихи танымнан жұрда еді. Олар үшін кеңсайға жерлену абырой саналды. Сондықтан Түркістандағы пантеонды тірілту мүмкін болмады. Түркістандағы пантеонды тірілтуге қолдаушы да аз болды. Өзбекәлі биліктен кеткен соң бұл бастама өшіп қалды. Совет өкіметі тұсында қазақ зиялылары Алматыдағы Райымбек батыр жанындағы орталық қорымға жерленген. 1970 жылы мазаратта орын қалмай, пантеон кеңсайға көшті. Ең жаманы бұл пантеонның киелі қасиеті жоққа тең еді. Себебі ол жерде ешқандай әулиенің қорымы жоқ.
адамға рухани шабыт бермейді, тылсыммен байланыстырмайды. Кім болса сол жерлене беретін. Жемқор шенеуніктермен бір қорымда жатқысы келмеген кейбір зиялы кісілер бала-шағасына дүние салып жатсам, денемді туып өскен ауылыма апарып жерле деп өсиет айтып, мәйітін кеңсайға жерлетпей қойды. Осылайша кейбір ақын жазушы адамдардың зираты өз ауылынан жай тапты. Өзбекәлі де өлер шағында мені Арыстан баптағы ата-бабамның қорымына апарып қоярсыңдар деп өсиет қалдырған. Өсиеті орындалып, Арыстан баптың жанындағы мәңгілік мекен алды. Уақыт өте күрескер тұлғаларда жерлейтін арнайы қорым болмаса, мемлекетшілік санаға зақым келетіні белгілі болды. Қазақтың бұрынғы хан, сұлтан, би, батырлары сияқты бәрі бір мекенде жатпаса, елдің бірлігі ыдырай түседі. Осы проблеманы шешу үшін тарихи танымы таяу шенеуніктер Астанадағы пантеон саламыз деп шабылды. Тіпті оған бөлінген бюджеттің ақшасы қоғамда айғай-шу туғызды. Пантеон салуға бюджеттен 958 миллион теңге бөлінген еді. Одан бөлек пантеонды күтіп ұстауға жыл сайын 110 миллион теңге тағы бөлінді. Астанадағы пантеонға негізінен министрлер, президенттікке тікелей бағыныштылар, облыс және Алматы, Шымкент, Астана қалаларының әкімдері жерленеді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы мен оның отбасы мүшелері, премьер-министрлер мен олардың орынбасарлары, парламент палатасының төрағалары мен орынбасарлары, мемлекеттік хатшылар, конституциялық кеңес мүшелері, жоғарғы сот пен ұлттық банк төрағасы да пантеонда жерленетін құрметті азаматтар тізіміне енді. Қарапайым халық ішінен халық қаһарманы, Қазақстанның еңбек ері, алтын қыран, отан сияқты үлкен марапатқа ие болған тұлғаларға ғана рұқсат берілді. Қазіргі кезде бұл пантеонда орын тапшы. 2023 жылы 18 шілдеде Астана қаласының мәслихат отырысында Есіл ауданы әкімінің орынбасары Дәрменияр Қадырбекұлы пантеонда 4 орын қалғанын хабарлады. 1990 жылдары өзбекәлі Құрбан атасын Арыстан баптың жанына қадамжай дәстүрімен қайта жерлеген еді. Оның оқиғасы былай болған. Өзбекәлінің өзінен 3-4 жас үлкен Малдыбеков Ыспағанқұл деген туысы һәм жерлесі болған. Ол Жетісай Келес аудандарында және Алматы қаласы қалалық комитетінде басшылық қызмет еткен. Өзекең оны ерекше құрметпен хатшы аға деп атаған. Сол Ыспанқұлдың Сапар деген туған ағасы бар. 1990 жылдары Өзбекәлі Сапар ағасына Құрбан ата қорын құруды тапсырады. Артынша Отырар аудандағы игі жақсылар Созақтағы Қара бураның басына барып, әруақтарға Құран оқытады. Сол жолы Құрбан атасының қабірінен бір уыс топырақ алып, Арыстан баптың басына әкеп көмеді. Яғни қадамжай дәстүрін жасайды. Топырақ көмілген жерге мазар тұрғызады. Мұның бәрі ар-иманның айнасы болған әулие бабаларынан кейінгі ұрпақ көз жасып қалмасын деген ізгі ниетпен жасалған еді. Құрбан атаның денесі Созақтағы Қара бура әулиенің қорымында жерленген. Оның да қызық тарихы мен аңызы бар екен. Әзірет Сұлтан бабамыз Түркістанда дүние салғанда оның сүйегіне қара бура түседі. Ұлы әулиенің мүбәрак денесін мейрам суымен жуындырып, ақтық сапарға шығарып салу оның еншісіне тиіпті. Кейін уақыты жетіп, қара бура дүние салғанда оның сүйегіне Құрбан ата кіреді. Қара бура соңғы сәтінде күндердің күнінде құрбанды пәнеден бақилыққа аттанар. Сол кезде оның денесін менің басыма аманаттап қойыңдар. Оның ұрпағы өсіп өніп Қаратаудың екі бетін жайлайды, тұқымдарынан ел қамын жейтін ерлер шығады деп өсиет етіпті. Құрбан ата да жүрек көзі ашылған әулие болған. Өлетін шағында киікші, тіней, жары, жартыбас, сасық, көтен атты 6 баласын шақырып, бейсенбі күні таңға жақын өмірден өтемін. Жұма күні жамбасым жерге тисін. Денемді қара бураның басына апарып қойыңдар деп аманатын айтады. Жерлейтін жер шалғай болғасын балалары жұма күні жер қойнына тапсырып үлгереміз бе деп ойланып қалады. Сол кезде Құрбан ата: "Ол істі ұлы Алла құдіретімен реттейді. Сендер ниет етіп жолға шығыңдар. Киікші балам, үйдің үлкені өзіңсің. Бас болып түйені жетекке ал, інілерің қасыңда еріп жүрсін" дейді де таң сақарда жан тапсырады. Балалары уақыт оздырмай мәйітті түйеге артып жолға шығады. Жолда алдынан 5-6 аттылы кісі шығып, жігіттер жол болсын, қайда шықтыңдар деп жөн сұрайды. Діттеген жеріміз алыс. Созақтағы Қара бура әулиенің басына бүгін намазшамға дейін жетіп шығылуымыз керек. Марқұм әкеміз аманат тапсырған соң амал жоқ тәуекел етіп сапарға шықтық дейді олар. Аттылы кісілер: "Әкеңнің аманатын орындаған балалар бақытсыз болмайды. Құдай қаласа өсіп өнесіңдер. Сапарларың сәтімен аяқталады. Уайымдамай жүре беріңдер. Біз жаназадан қайтып келеміз" дейді, жүріп кетеді. Ағайынды жігіттер артына бұрылып қараса, әлгі кісілер ізім қайым жоғалыпты. Жолай тағы да бірнеше танымайтын атты жолаушылар ұшырасады. Екі жақ жөн сұрасады. Бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай бәрінің жауабы бірдей: жаназадан қайтып келеді екен. Не де болса мынау тегін емес, мұнда бір сыр бар деп жігіттер ойға қалады. Түйені сол жерде шөктіріп киізді ашып қараса, әкесінің мүрдесі жоқ.
Түйе жол бойы құр киізді арқалап келе жатыр екен. Сонда бәрібір әлгі жаназадан қайтып келе жатқан жолаушылардың сыры шешіледі. Дәуде болса әлгілер періште болар. Әкемізді қасиетті топыраққа өздері жерлеп жаназасын шығарып қайтып келе жатқан беті екен деп жориды ағайындылар. Осылайша олар бірнеше күн жүріп қара бураның мазарына жетеді. Келсе әулиенің жанында топырағы кеппеген жаңа қабір пайда болыпты. Жұрттан сұраса Құрбан атаның моласы өткен жұма күні жаназасын шығарып осында жерленген деп жауап береді. Балалары сол жерде әкесінің басына Құран оқып құлпытас орнатып кетіпті. Өзбекәлі және өлімнің мәні. Өмірдің мәні деген бұлыңғыр тақырыпты бірден түсіну қиын. Оның мәні ашылып, санаға сәулесін шашу үшін оның сыңары өлім жайлы толғауға тура келеді. Өмірдің мәні өлімнің аясында ашылады. Адам тірісінде өлімге қатысты қандай позиция ұстанады? Соған орай өмірі мағыналы болып құнарланады немесе құнсызданады. Адамды биологиялық басқа түрден айырып тұрған ерекшелік мынау: адам ғана өлетінін сезіп жүреді. Өзге тіршілік иесінде ондай қасиет жоқ. Детерминизм заңдылығы зерттесең, жануардың тағдыры әуелден анықталып, не істеп не қоятыны білініп тұрады. Адамда керісінше оның болмысы химия, физика, биологияның тар шеңберіне сыймайды. Яғни оны жаратылыстану ғылымының күшімен зерттей алмайсың. Пенденің тағдырын өмірдің мұраты анықтайды. Оның мазмұны неғұрлым қою болса, өмірдің сапасы соғұрлым мәнді болады. Бала жастан қандай мұратқа ұмтылсаң, соған қарай тағдырың сомдалады. Енді мынандай сұрақ туады: баянды мұратты қалай анықтаймыз? Қалай болжап білуге болады? Жауабы былай: оны өткен тарих пен ата-бабаның жүріп өткен мәдени, рухани сүрлеуіне қарап қана белгілей аласың. Тарихта қайсы бір идея өміршең болып елді ынтымаққа ұйытса, құт тартса, сол идеяның ізіне түсу қажет. Өзбекәлі өмірлік мұратын осылай анықтаған. Өзіне дейінгі хан сұлтан, бай бағлан, би шонжар, батыр, әулие ишандардың өмірін зерделеген. Олар өшпес із қалдыру үшін қай жолға адал болса, Өзбекәлі сол сүрлеуді саналы түрде таңдады. Бұл таңдауы халқы үшін құт болды, өзі үшін ажалы жоқ өмірге айналды. Өмірдің мұратын анықтаудың тағы бір жолы бар. Ол жолда адамның ақылы емес, ар-ұяты табады. Себебі ақыл субъективті арман мақсатты ғана белгілейді, ал жалпы адамзаттық бағытты ар-ұят көрсетеді. Ожданның үнін тұншықтырған пенде адасуға бейім тұрады. Ұяттың жетегінде жүрмеген ақыл талғамсыз келеді. Не болса соны мақсат етіп ала береді. Өзбекәлінің ұтысқа шығып ажалды жеңіп кетуінің ірі себебі осында жатыр. Ол қызметте өсіп, телегей теңіз білім жинаса да, ар-ұяттың талабына қарсы келмеді. Ауыр талап оны жұпыны тұрмысқа байлады, есесіне мәңгі өлмес болмысқа айналдырды. Өлім бізге осы нүктеде сенімді серік, жанашы жолдас болып шыға келеді. Ажалдың арқасында мәңгілік мұратты қатесіз анықтауға ұмтыламыз. Екіншіден, өлім қашан және қай тұстан басталарын адамға айтпайды. Демек, әр сәтте асыл мұраттан көз жазуға болмайды. Қабыда қаза жетіп, өмірді қиып түссе, бәрі зая кетуі мүмкін. Үшіншіден, өлеріңді білген соң, арқалаған міндетіңді орындап қалуға асығасың. Ажал айдамаса, пенде шіркін бейғамдыққа салынып, бүгінгі істі ертеңге ысырып, ғұмырын ішіп-жеммен қор қылады. Өлім жайлы толғанған сайын адамда мәңгі бақи өлмей қалуға деген экзистенциялық құлшыныс оянады. Яғни адам болмысы ажалмен жекпе-жекке шыққанды жақсы көреді. Мына құндылықты бойыма сіңіріп, осындай іс атқарсам, сен мені жоқ қыла алмайсың деген жігер жүрекке қуат береді. Керісінше, өлім тақырыбын тұншықтырған сайын болмыстың жойылып кету ықтималдығы арта түседі. Жоқтық жайлы ойдың қорқынышты болатыны сонша, ақымақ адам оның үрейінен құтылам деп баянсыз қызыққа бата түседі. Мұны байқаған Карл Густав Юнг өлім жайлы толғана алмайтын пенденің психикасын әртүрлі жүйке ауруы жайлап алады деген еді. Өзбекәлінің күші таусылып, санасы сөніп, соңғы демі үзілгенше қолына қалам алып құндылық өндіре берді. Оған жігер сыйлаған не нәрсе? Жауабы қарапайым: әуел бастан өлімге дайындықтың жемісі. Қызық пен құмарлықты өмірдің мәні деп түсінген мешеу пенденің санасында өзін-өзі тыстан бақылап тұратын self-reflection, сергектік қасиет өліп қалады. Сосын өзінің не сөйлеп, не қойғанын бағамдай алмайды. Кейбір шенеуніктердің биік мінберден немесе журналистерден қашатын себебі осы. Олар мейлінше сақтанып сөйлесе де, тілмен жағы сүріне береді. Ондай шенеуніктің сөйлеген сөзі талай рет халықтың ашуын туғызып, қоғамдық талқыға да түсті. Ақылды адам терең оймен назар салса, өлместің әдісін ақыры тауып алады. Биологиялық өмір үзілгенде онымен қабаттаса жүретін ішіп-жем ойын қызықты қырқылады. Тіршілікті биология деңгейінде түсінетін таяз типтердің өлімді жек көруінің себебі осы. Ал экзистенциялық қабатта жүріп жататын әділдік, ар-ұят, махаббат, жауапкершілік,
еркіндік, жомарттық сияқты рухани өмірді биологиялық өлім тоқтата алмайды. Демек, мәңгі өлмеу үшін биологиялық тіршіліктің баянсыз қызығынан шектелу қажет. Рахат пен қызықтан табиғи үлесіңді ғана алып, артығынан тыйылып, мәңгілік мағынаны талап етсең, өлмейтін өмір сенікі. Адамның есейіп толысуы деген осы. Есеймесе бүкіл қоғам жаппай балалыққа қалып қойып, ойын-сауықтың ұйығынан шыға алмайды. Мысалы, Өзбекәлі сияқты кесек ойлы тұлғалар бар кезде қоғам да соған бейімделіп, олар ұмтылған биікке еріксіз талпынады. Мемлекетшілдік сананы күшейтетін маңызды тақырыптарды жаппай талқылауға қатысады. Әу баста дара тұлғалардың кабинетте көтеріп бастаған жобалары уақыт өте келе тұтас қоғамның қозғалуына түрткі болады. Мысалы, 1980 жылдардан бастап ұлттың тарихи жадын оятатын телекхабарлар там-тұмдап шыға бастады. Қарапайым ғана айтыс пен терме өнері сол кезде эфирге жол тартты. Осындай ояныстың соңы желтоқсан оқиғасына ұласты. Ұзамай тәуелсіздікке жалғанды. Ескі Қазақстанда кесек ойлап тереңнен толғайтын шенеуніктер қалмады. Олар мемлекет деңгейінде тойланатын ұлттық мерекенің бәрін даңғаза шоуларға теңестіріп жіберді. Жоғарыдан басталған жеңілтек менталитет қоғамның барлық қабатына дерт сияқты тарады. Телеарналар тілі мен жағына сүйенген сайық-мазақтардың ойсыз бағдарламасына толды. Сөзінде іліп алар мағына жоқ күлекеш қыз-жігіттер саяси карьерада жасай алатын деңгейге құлдырады. Биліктің өзі өлімді ыңғайлап, биыл біздің елде пәлен адам қайтты, оның пәлен пайызы қарттар, түген пайызы балалар деген сияқты құрғақ статистикаға айналдырып алады. Жыпырлаған цифрдың көлеңкесінде өлімнің мәні не деген тақырып талқыланбай қалды. Негізінде әр адамның өлімі мемлекет үшін маңызды құбылыс болуы шарт. Мағынасыз өмір сүріп, мәнсіз өлетін адамның ажалы бір шетінен мемлекеттің ішіндегі мәдениетке қатысты саясаттың қаншалықты сапалы жүріп жатқанын көрсетіп тұратын барометр. Кейбір пенде ажал жайлы ойламасам көңілім тыныш болады деп есептейді. Бірақ бұл тыныштықтың да өтеуі бар. Өзіңнен жаттанып, болмысыңды бөтенсіп, оны қабылдай алмай қаласың. Тағдырыңа жаны ашымас ақымаққа айналасың. Өзіңнің емес, құдды бір қас дұшпанның өмірін сүріп жүргендей, бағалы күндеріңді қалай болса солай өткізесің. Өкінбей өлгің келсе, ар-ұяттың қуатымен өмірлік мұрат пен мақсатыңды айқындап алуға міндеттісің. Әдетте өлім сағаты тақағанда құдаймен ісі жоқ кісінің көңілін уайым басады. Мен өліп қалсам бала-шағамды кім асырайды? Бұларға кім қорған болады? Бала-шағаның жағдайын жасап кететін әлі де күшім бар еді. Өмірдің қызығы тез бітіп қалды. Аман қалсам тағы да рахатқа батар едім. Яғни олар алдағы болатын оқиғаны емес, артта қалып бара жатқан жағдайға көбірек басын ауыртады. Өлім мен өмірдің мәніне деген сұраққа жауап іздегенде кейбір типтер өлім үрейінен қорғану үшін дінге ойсыз жабысып алады. 5 парызды орындап жүрсем өмірім жақсы болады деп діннен ұйықтататын рухани дәрі жасап алады. Бірақ діннің ішіне бүккен мұраты мен хикметін ұстай алмай, жансыз құлшылыққа ойсыз маталады. Олар да ажал сәті жақындап, үрейлі сағаттың соңғы минуты соға бастаған сәтте қорқыныштан қалшылдайды. Оларды көбіне тозаққа түсіп кетсем не болады? Құдай күнәмді кеше ме деп байбаламға түседі. Бұл екі топқа қосылмайтын Өзбекәлі сияқты таңға жайып типтер сиректе болса кездеседі. Өлім жақындаған кезде бұлардың көңілінде жалғыз алаң болады. Ол елдің амандығы. Ажалдың сағаты тақаған сайын көңілің невроз жайлайды. Бірақ бұл пайдалы невроз. Қысқа жіптің түкірмеуге келмей тұрғанын қарашы. Ұрпаққа жол көрсететін шамшырақ еңбекті молынан өндіру керек еді. Алла бір күн ғұмыр берсе, оны да іске пайдаланып қалар едім. Елімнің тәуелсіздігі маған бола ма? Кейінгі ұрпақ ұйысып, елдік сананы көтеріп кете ала ма деген сыңайдағы сұрақтардың талауына түседі. Мұндай алаңның мысалын көргіңіз келсе, Ильяс Омаровтың соңғы хатын оқыңыз. Осындай сұрақтардың талауына түскен кезде адам өзінің шексіз бақытты болмыс екенін саналы түрде түсінеді. Жақсының аты өлмейді. Қазақ халқы алтын орда дәуіріндегі айбыны мен қайратын қайта тапқысы келсе, тарихтан сабақ алуға міндетті. Ол үшін саяси сауатты әрі белсенді болуға бет бұруы тиіс. Саяси енжарлық авторитарлы немесе тоталитарлы режимді демде тірілтіп жібереді. Бұл екі режимнің қаупі мынада: басшылар елдің санасына тарих менен басталады деген жалған идеологияны сіңіреді. Мұндай сана орныққанда мәңгүрттенген халық өзінің тарихи тамырына бойлағысы келмейді. Көз алдында пайда болған көсемге осының арқасында ел болып отырмыз деп көзсіз табына береді. Өзбекәлінің де өзі де авторитарлы режимнің құрбаны болды.
2005 жылғы президент сайлауынан соң билігін біржола бекіткен экс-президент өлі-тірі бәсекелестерінің тарихынан біржола сызып тастауға барын салды. Тірілері де 2 рет жүрегінен, бір рет басынан атылып, өзіне қол салды. О дүниелік болғаны кітап болып басылу құқығы мен музей ескерткіш болып ашылу мүмкіндігінен айырылды. 2006 жылдан бастап қазақтың көсемдерін насихаттау кілт үзілді. Есесіне елбасының авторлығымен 100-ден аса кітап жарық көрді. Ескерткіштері ашылып, деректі фильмдер түсіріліп жатты. Университет, мектеп, әуежай мемлекеттің астанасы экс-президенттің есімімен аталды. Осындай қараңғы жылдарда өзбек әлінің аты барлық жерден өшірілді. Қаламгер Қалаубек Тұрсынқұлов бүй дейді. Қазақ энциклопедиясы баспасы Түркістан энциклопедиясын жарыққа шығарды. Кітап дүкенге түскен күні қуана құшақтап үйге келгенмін. Кешкілік жұмыстан келсем, сол кітапты парақтап ашып көрген жолдасым Нағима, мына кітапта неге өз ағаң жоқ деп дүрсе қоя берді. Алғашында сабыр сақтап, мүмкін ғалымдардың бәрін енгізуге мүмкіндік болмаған болар деген оймен кітапты мен де парақтай жөнелгенмін. Жоқ, ғалымдар бар екен, саны аз да емес. Тек Өзбекәлі Жәнібек ішінде жоқ болып шықты. Келесі күні қызметтестеріме айтқанда олар да таң қалды. Өзбекәлі неге жоқ? Бір кезде ұмыт болып бара жатқан Яссауидің мавзолейін қасиет санап, үн көтерген Өзбекәлі емес пе еді? Мұны ешкім жоққа шығармас. Табылса тәңір сазайын тартқызар. Өзбекәлінің осы ғимарат пен көне Түркістанды ту етіп ұстау үшін жасаған әрекеттерін сонау оңтүстік Қазақстан облыстық комсомол комитетінде бірге істеген кезден білемін. Кейін мәдениет министрінің орынбасары, министр, орталық партия комитетінің хатшысы болып тұрғанда Түркістан үшін, жалпы қазақ мәдениеті үшін жасаған еңбегін бүкіл қазақ біледі. Сөйте тұра мына энциклопедияға енбей қалған. Сыншы ғалым Құлбек Ергөбек бүй дейді. 1998 жылы Өзбекәлі дүниеден өткен соң, жылдық асына дейін Өмірзақ Айтбайұлы бас болып елге сауын айтып, естелік жинадық. Баспагер Ғарифолла Әнес өз қаржысына Өзбекәлі Жәнібек деген атпен кітап шығарды. Өзбекәлінің туғанына 75 жыл толғанда Рух сардары деген естеліктің келесі кітабын жарыққа шығарды. Демеуші өзім. Оның 80 жылдық мерейтойында естеліктер жинағанның кезекті толқынын жинақтап, Қазақпарат баспасына тапсырдым. Мәдениет министрлігі арқылы қаржы бөлдірдік. Баспа басшысы Қонысбек Ботбай неге екенін қайдам, Рух сардары атап тапсырған естеліктер жинағын Рух сарбазы деген жұпыны атпен көріксіз безендіріп, тығыз басып оқылмайтын керексіз кітап етіп шығарды. Айтулы азаматтың 90 жылдық мерейтойында 650 беттік қолжазба әзірледім. Соны кітап етіп шығарайық, орайын келтіріңдер деп Отырар ауданы әкімі Әбдіғани Жүнісовке хат жаздым. Ол орынбасары Сейтжановтың артына тығылып, маған жауап жіберіпті. Қаржы қаралмаған, Өзбекәлі Жәнібек жайындағы кітапқа демеушілік жасай алмаймыз. Бары осы. Өзекеңнің кіндік қаны тамған аудан әкімі қаржы қаралмаған дейді. Сонда бұл әкім халықтың даңқты перзенттері Қажымұқан Өзбекәлі Шәмшінің мерейтойларын күні бұрын ойланып, қамданып, қимылдай алмағаны ма? Өзекеңнің кітабына демеушілік іздеп әкімге қайырлуымның өзі қате екен. Олар Өзекеңді қадірлесе, осыдан 2 жыл бұрын қоғамдық негізде ашылып, экспозициясы жап-жақсы жасалып, тәп-тәуір жұмыс істеп тұрған Өзбекәлі Жәнібек музейін жабар ма еді? Шіркіндер. Өзбекәлінің жұбайы Қалихан апайымыз бүй дейді. 1998 жылы Нұрлан Балғымбаев премьер-министр болып тұрғанда Өзбекәлінің есімін мәңгі есте сақтау туралы 6 пункттен тұратын үкімет қаулысы қабылданды. Ол ең алдымен Шәуілдір ауылындағы Отырар мемлекеттік археологиялық қорығына Өзбекәлі Жәнібектің есімі берілсін деп басталған еді. Бұған қоса онда мектеп, көше атауларын Өзбекәлінің есімімен атау, оның тұрған үйінен мұражай ашу, Алматы облыстық филармониясының сазген фольклорлық этнографиялық ансамбліне Өзбекәлінің есімін беру секілді мәселелер қозғалған. Бірақ оның бірі де орындалмады. Одан кейін 2002 жылы ма еді Мәдениет министрлігіне қарасты Түркістандағы тарих-этнографиялық музейге Өзбекәлінің есімін беру туралы өтініш хат жазғам. Бірақ сол кездегі министрдің орынбасарынан археологиялық музей дербес музей емес, ол Әзірет Сұлтан қорық мұражайына кіретін көптеген музей объектілерінің бірі. Сондықтан оған өз ағаның атын беру тым аз деп жауап алдым. Оның орнына 2003-2004 жылдары Түркістан қаласындағы сәулет ескерткіші Анарбай Көпес үйінен Өзбекәлінің музейін жасаймыз деген. Ол уәдеде сөз күйінде қалды. Құрметті оқырман, біз жансыз деп есептейтін тарихтың өзі әділетсіздікке төзбейді. Соған қарап тарихтың да тірі екенін, оның да белгілі бір мақсатта жаралғанын түсінуге болады. Тарих әділдікті сүйеді. 2018 жылдан бері Түркістан шаһары облыс орталығына айналып, елдегі ең әсем қалалардың қатарына енді. Оны дамыта түсу үшін бюджеттен қисапсыз қаржы бөлініп жатыр. Бірақ осынша төгілген тер мен жұмсалған ақшаны тарихтағы әділетсіздік бұзып тұр. Ол Түркістан қаласын дамыту кезінде Өзбекәлі тұлғасының еленбей қалуы. Оның атында жарқырап жатқан көше жоқ. Орталық алаңда
Қала жұртының көңіліне дем беріп тұратын еңселі ескерткіш бой түземеді. Керуен сарай қалашығын соққанда оның атын жаңғыртып тұратын ғимарат не сарай салынбады. Жаңадан салынған саябақтарға да оның есімі бұйырмады. Келешек ұрпаққа оның қасиетті кесенені сақтап қалу жолындағы жанкешті еңбегін дәріптейтін музей және жоқ. Яссауи дүрбесінің кішкене құжыра бөлмесінде Өзбекәлі Жәнібек көрмесі қалт-құлт етіп әрең тұр. Кемеңгер тұлғаның еңбегін дәріптейтін жәдігерлері өте аз. Оның өзі кесененің жиі ауысып тұратын директорларының көңіл күйіне тәуелді. Бұл орынға тарихи танымы таяз, елдік санасы төмен қуыс күйде басшылар отырса, көрменің жабылып қалуы мүмкін. Музейге реставрация жиі жасалады. Жөндеу кезінде Өзбекәлі бөлмесі де уақытша жабылуға мәжбүр. Бір қызығы, Өзбекәліге арналған осы бір жалғыз көрменің өзі мемлекеттің қолдауымен ашылмаған. Берік Байболов есімді қатардағы қызметшінің жанкешті еңбегімен жасалған дүние. Ал ресми мекемелер керісінше қаржыдан қысып, отырардағы Өзбекәлінің атындағы музейді жауып тастады. Әзірет Сұлтанның ішінен Өзбекәліге арнап көрме жинастырған Берік Байболов мынандай естелік айтты. Ұмытпасам, шілде айы болатын. Түскі үзіліс. Жұмыста жалғыз қалдым. Әріптесімнің біразы еңбек демалысында, қалғаны түскі асқа кетті. Өткенде бастаған кітабымды аяқтап тастайын деп ойладым. Ол Өзбекәлі Жәнібектің тағдыр тағылымы кітабы еді. Оны оқыған сайын көзге жас үйіріледі. Сол үшін де кітапты жалғыз қалып оқуды ұйғарған едім. Әттең, неткен ғұмыр, балалық шақтың қызығы мен қиындығы қатар жүрген өз ағамның тағдыры осындай болған екен-ау деп те қоямын. Ол тағдырға төтеп беріп, білімін шыңдап, мақсат құрып, соған өзін-өзі жетелеген. Әріптестерім түскі астан келгенше кітапты аяқтадым. Өз ағам біршама мақсатына жеткен. Халықтың мәдениеті мен өнерін әлемге танытқан. Соның жолында аянбай тер төккен. Жүздеген мұражайды өз қолымен жасаған. Әзірет Сұлтан мұрасының тірілуіне де өз ағаның үлесі зор. Кітапты аяқтаған соң санамда сілкініс туды. Біздің елде Өзбекәлінің еңбегі неге насихатталмай жатыр? Халқы ер азаматын ұмытқан ба? Неге ол жайлы айтпаймыз, дәріптемейміз деп ойладым. Сосын мұражай басшысына барып, Өзбекәліге көрме ашсақ қалай қарайсыз деп ұсыныс айттым. Басшы қарсы болмады. Өкініштісі, мұражайда Өзбекәлі ағамыздың өзі өткізген кітап сөресі мен қоңырат кілемі ғана бар екен. Екі жәдігермен көрме өткізе алмайсың. Өз ағаның үйінің телефонын тауып қоңырау шалдым. Тұтқанды Қалихан апамыз көтерді. Апа, амансыз ба? Түркістаннан хабарласып отырмын. Есімім Берік, Әзірет Сұлтан музейінде жұмыс істеймін деп өзімді таныстырдым. Жайшылық па балам деп сұрады. Көмегіңіз қажет. 28 тамыз Өзбекәлі ағамыздың туған күні. Соған орай көрме ашсақ деп ойлап едім дедім. Шынымен көрме жасайсыңдар ма деді. Байқағаным, тамағын өксік қысқандай апаның даусы дірілдеді. Осы күнге дейін Өзекеңнің жәдігерлерін алған мұражайлар көрме жасамады ғой, балам деп мұңын айтты. Апа, көресіз, мен жасаймын, қолымнан келеді дедім. Қалихан апа күйеуінің көп жәдігерін орталық музей мен отырар археологиялық қорық мұражайына өткізгенін, өзінде азғанда дүниесінің қалғанын айтты. Көп ұзамай апамыз өз ағаның көзі тірісінде тұтынған заттарын жіберді. 2009 жылы 28 тамыз күні кесенеде Өзбекәлі Жәнібек мемлекет және қоғам қайраткері деген тақырыпта көрме жасадық. Көрменің ашылуына Өзбекәлі ағамыздың зайыбы Қалихан апамыз бен ағайын туыстары, көз көрген замандастары келді. Қалихан апа көзіне жас алып, риза болып батасын берді. Сол сәтте өзімді бақытты сезіндім. Тіпті өз ағаның рухы шаттық сезімде болғандай әсер етті. Кәміл болмыс. Кіріспеде болмыс жайынан сөз еткен едік. Есіңізде болса, адамнан басқаның бәрі піскен болмыс деп ескерттік. Енді соны тарқатып жазатын жерге жеттік. Адамнан басқа жан иелері тіршілікте өз болмысын жарып шығуға талпынбайды. Қалай туылды, солай қалады. Өлгенше өзгеріске ұшырамайды. Өзгере алмағаны үшін өкінбейді. Жануарда бар бола алмадым деп өкінетін сана сезім жоқ. Бұл дүниеде адам ғана шикі болмыс саналады. Шикі болғасында өмір сахнасы оған толық пісіп, толысып, кемеліне келуге берілген мүмкіндік алаңы болып есептеледі. Яғни адам өзін өзі болдыруға міндетті. Тақырыпты ақылман Аристотельдің ойымен өрбітсек былай болады. Адам болмысында потенциал деп аталатын қуатты рухани энергия қоры бар. Ол энергияға ұшқын тиіп жөнімен жарылатын болса, оның рухани толқыны қоғамдағы қисық қаңыр көзқарасты түгел талқандап, тарихтың дөңгелегін кері айналдырып жібереді. Потенциалын елдің игілігі үшін жаратуға батылы жеткен пенде мәңгі бақи өлмейтін болмысқа айналады. Сол үшін де оны ағылшынша бенк деп атаған, яғни болу, бей. Етістігінде ұдайылық мағынасын үстейтін көсемшенің айынжай жалғауына жалғанады. Сонда ол болып тұра беруші, ұдайы болып тұра беретін, болып тұру қабілеті үзілмейтін деген жаңа мағына үстейді. Орта жастықтан асқан соң бізді экзистенциялық қысымға алып, жанымызды сығып жіберетін рухани ауру осыдан шығады. Дүние қызығының тәттілігі сонша мәңгі болып тұра беруші болмыстық сипатымызға ауыса алмай, баянсыз қызыққа маталамыз. Маталған сайын өлімнің бізді күйрете алатын күші барын жон арқамызбен сезе түсеміз.
Іштегі үрей осы қорқыныштан қуат алады. Себебі биологиялық денемізбен сезінетін рахат пен психологиямен алатын эмоцияның бәрі ажалға төтеп бере алмайды. Өлім бұл екеуін бір-ақ сәтте жойып жібереді. Болмысы өлгенше ашылмаған, потенциалы сәуле болып шашылмаған қуыс кеуде типтердің қартайған сайын өлімнен қорқып қалшылдауы осымен байланысты. Адамды жойып жіберетін ажалды рухани потенциал ғана тоқтата алады. Бірақ бұл потенциал сәтімен жарылып, өлімді жеңу үшін кісі баласы көптің қамын жеу деген жаңа деңгейге өтуге міндетті. Өйтпесе потенциалы не болса соған жұмсап, әбден шашып, төгіп, ақырында ешкімге керексіз бейшараға айналуы мүмкін. Әдетте адамды еркін тіршілік иесі деп таниды. Расымен де адамның қалау мен таңдау еркіндігі шексіз. Осы шексіз еркіндіктің арқасында адам баласы кейде ойына не келсе, соны істеп, жер әлемді былыққа батырып жібереді. Сонда адамға бұл нығмет не үшін берілген? Шексіз еркіндігін қай жаққа жұмсаса бақытын табады. Себебі еркіндігіме қол сұқпа. Не істесем де өзім білем деп алқынған адамның көбі тағдырын жарға апарып соғады. Мұндай залалы бола тұра әулие кемеңгерлер неліктен еркіндікті алтын тәжге теңейді? Дұрысы былай болса керек. Жаратушы адамға шексіз еркіндікті ар алдында, халық алдында, Құдай алдында жауапкершілік арқалау үшін берген. Жауапкершілік арқалағысы келмейтін кез келген пенде дүниенің баянсыз ұйығына жотылып кетеді. Ал саналы түрде жауапкершілікті арқалаған кезде құпия потенциалдың жасырын қоймасына от тиеді. От болып жанатын бұл деңгей қып-қызыл уағыз бен құрғақ сөзді қабылдамайды. Мұндай өмір дамылсыз іс-әрекетті, ерлікпен күресті, амал мен айланы, айқас пен шайқасты, тәуекел мен тәубені ұнатады. Мұндай майданда қуаныштан гөрі қиындық пен қайғы басым болады. Себебі адам болмысы трагедияның төсінде шыңдалады. Адамзаттың абыройын парасат биігінен құлатпаймын, оның ең ұлы тіршілік иесі екенін ісіммен дәлелдеймін деген Өзбекәлі сияқты өжет тұлғалар ғана ішкі потенциалын қорықпай жарып, оның қуатын сарқа пайдаланып, қайғы мен қиындықтың арқасында осы дүниеде әбден пісіп, кемеліне келгенде болмыстық сипатына ауысып, ажалсыз аймаққа өтіп кетеді. Осы кезде адам боп туудың миссиясы оңымен аяқталды деуге болады. Ажалсыз аймақтағы болмыс тірілерге әсер етіп тұра береді. Олар біздің тағдырымыздың оңға қарай өрлеуіне кәдімгідей ықпал етеді. Ескі Қазақстанда 30 жыл бойы бағы ашылмаған қазақ халқы өмірлік мұратын айқындап ала алмай тұйыққа тіреліп тұр. Ана тілі, құнарлы әдебиеті, терең тарихы, мазмұнды руханияты, киелі ұғымдары аяқ асты болып, намысы түгел қорланды. Тұтас мәдениет құрып кете жаздап қыл үстінде әзер тұр. Осыншама ауыр қысымға қарамастан қазақ халқының әлі де сынып кетпей тыпырлап жол іздеуі үмітті күшейтеді. Өкінішке қарай көзі тірі көсемдерден қайран болмады. Биліктің тізгінін ұстаған тірілер 30 жылда жемқор жүйені дамытып, тәуелсіздік тұғырын шайқап жіберді. Ел жұрт тұманнан жол таппай қиналып тұрғанда, Өзбекәлінің мәңгілік болмысы ғайыптан түскен құтқарушы жұлдыздай жарқ ете қалды. Амалы құрған қазақ ұлысы енді Өзбекәлі болмысынан қуат алып, өмірлік мұраты мен мәңгілік болмысқа айналған осындай тұлғалар болмаса, біз өмірімізді дұрыс сүруді кімнен үйренер едік? Құрметті оқырман, СССР кезінде фамилиясы Жәнібеков деп орысша жалғаумен белгілі болған тұлғаны кітаптың басынан аяғына дейін Жәнібеков деп емес, Жәнібек деп қазақша жаздық. Ол біздің бастама емес, немесе ұлтшылдықпен өзгерткен жоқпыз. Оның тарихы мен құпия сыры бар. 1991 жылы Өзбекәлі өз еркімен зейнетке шыққан соң, өкпесіндегі кеселі күрт асқынып кетеді. Негізінде бұл адамның алып ұратын емі жоқ ауру емес еді. Жүнімен емделсе, жүнін тауып кететін көп сырқаттың бірі. Өзбекәлі ұзақ жасайтын адам еді. Оны құртқан елдің ішкі саясаты. Қазақ мәдениетінің 5 жылда бордай тозғанын көрген кезде бүкіл еңбегі зая кеткендей түңіліп кетті. Әсіресе экс-президент Назарбаев мәдениет саласына мансап пен байлықтан басқа мүддесі жоқ мәңгір шенеуніктерді тағайындай бастағанда депрессияға оңбай құлады. 1991 жылы қазақ мәдениетінен мақұрым, ұлттық танымы тар, жағымпаздықтың майын ішкен саяси ортада циркач, иллюзионист, клоун деген лақап атпен танымал болған Қанат Саудабаевтың мәдениет министрі болып тағайындалуы Өзбекәлі үшін ауыр үкім сияқты естілді деп замандастары естелік айтады. Ауруы асқынып, өмірі күрт қысқарып бара жатқанын сезген Өзбекәлі ел жұрты үшін пайдалы болып қалатын игілікті істерді тезірек жүзеге асыруға барын салды. Жаңғырық, уақыт керуені, жол айрықта, қазақ киімі, ежелгі отырар, тағдыр тағылымы деп аталатын кітаптар жазып қалдырды. Әсіресе тағдыр тағылымы атты өмірбаян еңбегін жанталаса жазып, 96 жылы жарыққа шығарды. 97 жылы баласы Бауыржанды шақырып, өмір бақи Жәнібековпен орыс болып өмір сүрдік.
Сол да жетер, ең болмаса қазақпа бөлейік, мә мына паспортты алыңдар да Өзбекәлі Жәнібек деп қазақшаға ауыстырып әкеліңдер деп бұйырды. Ол 1998 жыл 24 ақпан күні мәңгілік сапарына аттанды. Бала шағасының қолында сақталған паспортқа қарасаңыз Өзбекәлі Жәнібек деп анық жазылып тұр. Өмірінің ең соңғы сағатында Әмір Темірдің Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне арнап шығарған вакуф құжатын қазақшаға аударып кетті. Өзбекәлі Жәнібектің кесене үшін жасаған ең соңғы еңбегін назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік. Жаратқан ием, жалғыз Алладан өзге көңілге ұялаған һәм мінәжат ететін құдіретіміз жоқ. Мұхаммед оның елшісі, пір тұтатын пайғамбарымыздың шынайы әулетіне, үрім бұтағымен оның жолын қуған үмбеттің бәріне Алланың шапағаты жар болсын. Бұл құтқана мешіті, Алла тағаланың мейірімі мен рахымына кенелген әмірлердің ұлылығы, барша жұрттың патша ағзамы Әмір Темір көрегеннің жарлығымен һәм мәңгі бақи бұзылмас вакуфпен тұрғызылды. Рахымы күшті Алла тағалам оны қарауындағы елге пана болуға жазсын. Жаратқан иеме құлшылық етіп, елшісіне бас иіп, бой сұнған соң сөзімді бастаймын. Мұны әркім біліп қойсын. Егер жарылқаушының һәм қорғаушының шексіз ықыласы түсіп, құлдарының біріне қайырымдылық қоймасының есігін ашып, таусылмас қазынаға кенелтетін болса, оған қарсы келетін қол табыла қоймас. Өзі жарылқап, өзгелерден мәртебесін биік еткен һәм осы күнәһар пендесіне мұны аян еткен жаратқан иемнің қалаулысы Әмір Темір, Алланың бұйрығымен бар күш жігерін, кеңпейілдігін асырып, қайырымдылықтың қаруымен бекзаттықтың дәнін себе бастаған тұста, ұлы дәуірдегі өрбу мен ырзықтың таңғажайып бастауынан нәр тататын кезең рухы жұмақта жатқан Әмір Тарағайдың ұғылы Әмір Темір көреген баһадүрдің есімімен байланысты. Жаратушының қалаған құлдарына қайырымдылық қоймасының есігін ашатын сәтті күндері көп. Алланың күнәһар құлы, оның әділ жазасынан үміткер пендесі, Әмір Темір көреген ұлық тақуалардың тәркі басшысы, Әзірет Сұлтаннан, шындық пен ақиқаттың сұлтанынан, Аллаға құлшылық етуден мүлтіксіздікке жеткен бейкүнә жандардың сұлтаны Қожа Ахмет Яссауидің қасиеті де таупықты Алланың нұры түскен мүрдесіне арнайы дұға шығарып, тамұқтың тозақ отынан арашашы болуын тілеп, оның құрметіне бірнеше вакуф тағайындады. Вакуф қожа тумасы болмысқа айналған осындай тұлғалар болмаса, біз өмірімізді дұрыс сүруді кімнен үйренер едік? Құрметті оқырман, СССР кезінде фамилиясы Жәнібеков деп орысша жалғаумен белгілі болған талантты тұлғаны кітаптың басынан аяғына дейін Жәнібек деп қазақша жаздық. Ол біздің бастама емес, немесе ұлтшылдықпен өзгерткен жоқпыз. Оның тарихы мен құпия сыры бар. 1991 жылы Өзбекәлі өз еркімен зейнетке шыққан соң өкпесіндегі кеселі күрт асқынып кетеді. Негізінде бұл адамды алып ұратын емі жоқ ауру емес еді. Жөнімен емделсе жөнін тауып кететін көп сырқаттың бірі еді бұл. Өзбекәлі ұзақ жасайтын адам еді. Оны құртқан елдің ішкі саясаты. Қазақ мәдениетінің 5 жылда бордай тозғанын көрген кезде бүкіл еңбегі зая кеткендей түңіліп кетті. Әсіресе экс-президент Назарбаев мәдениет саласына мансап пен байлықтан басқа мүддесі жоқ мәңгір шенеуніктерді тағайындай бастағанда депрессияға оңбай құлады. 1991 жылы қазақ мәдениетінен мақұрым, ұлттық танымы тар, жағымпаздықтың майын ішкен саяси ортада циркаш, клоун деген лақап атпен танылмал болған Қанат Саудабаевтың мәдениет министрі болып тағайындалуы Өзбекәлі үшін ауыр үкім сияқты естілді деп замандастары естелік айтады. Ауруы асқынып, өмірі күрт қысқарып бара жатқанын сезген Өзбекәлі ел жұрты үшін пайдалы болып қалатын игілікті істерді тезірек жүзеге асыруға барын салды. Жаңғырық, уақыт керуені, жол айрықта, қазақ киімі, ежелгі отырар, тағдыр тағылымы деп аталатын кітаптар жазып қалдырды. Әсіресе тағдыр тағылымы атты өмірбаян еңбегін жанталаса жазып, 1996 жылы жарыққа шығарды. 1997 жылы баласы Бауыржанды шақырып, өмір бақи Жәнібековпен орыс болып өмір сүрдік. Сол да жетер, ең болмаса қазақ болып өлейік. Мә мына паспортты алыңдар да Өзбекәлі Жәнібек деп қазақша ауыстырып келіңдер деп бұйырды. Ол 1998 жылы 24 ақпан күні мәңгілік сапарына аттанды. Бала шағасының қолында сақталған паспортқа қарасаңыз Өзбекәлі Жәнібек деп анық жазылып тұр. Өмірінің ең соңғы сағатында Әмір Темірдің Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне арнап шығарған вакуф құжатын қазақшаға аударып кетті. Өзбекәлі Жәнібектің кесене үшін жасаған ең соңғы еңбегін назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік. Жаратқан ием, жалғыз Алладан өзге көңілге ұялаған һәм мінәжат ететін құдіретіміз жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның елшісі, пір тұтатын пайғамбарымыздың шынайы әулетіне, үрім бұтағына оның жолын қуған үмбеттің бәріне Алланың шапағаты жар болсын. Бұл құтқана мешіт, кесене Алла тағаланың мейірімі, рахымына кенелген әмірлердің ұлылығы, барша жұрттың патша ағзымы Әмір Темір көрегеннің жарлығымен
һәм мәңгі бақи бұзылмас Вакуфпен тұрғызылды. Рахымы күшті Алла тағалам оны қарауындағы елге пана болуға жазсын. Жаратқан ием құлшылық етіп елшісіне бас иіп бойсынған соң сөзімді бастаймын. Мұны әркім біліп қойсын. Егер жарылқаушының һәм қорғаушының шексіз ықыласы түсіп, құлдарының біріне қайырымдылық қоймасының есігін ашып, таусылмас қазынаға кенелтетін болса, оған қарсы келетін қол табыла қоймас. Өзі жарылқап, өзгелерден мәртебесін биік еткен, һәм осы күнәһар пендесіне мұны аян еткен жаратқан иемнің қалаулысы Әмір Темір, Алланың бұйрығымен бар күш-жігерін, кеңпейілдігін асырып, қайырымдылықтың қаруы мен бекзаттықтың дәнін себе бастаған тұста, ұлы дәуірдегі өрбу мен ырзықтың таңғажайып бастауының нәр тататын кезең рухы жұмақта жатқан Әмір Тарағайдың оғлы Әмір Темір көреген баһадүрдің есімімен байланысты. Жаратушының қалаған құлдарына қайырымдылық қоймасын есігін ашатын сәтті күндері көп. Алланың күнәһар құлы, оның әділ жазасынан үміткер пендесі Әмір Темір көреген ұлық тақуалардың тәркі басшысы Әзірет Сұлтаннан, шындық пен ақиқаттың сұлтанынан, Аллаға құлшылық етуде мүлтіксіздікке жеткен бейкүнә жандардың сұлтаны Қожа Ахмет Яссауидің қасиетті де таупықты Алланың нұры түскен мүрдесіне арнайы дұға шақырып, тамұқтың тозақ отынан арашашы болуын тілеп, оның құрметіне бірнеше вакуф тағайындады. Вакуф қожа тумасы қайнарынан басталатын жіңішке арық суы мен оның екі жағындағы егістік жерлерден құралады. Ақжа жолымен шектеліп, әзіреті құлқайыр атаға қарай кетеді. Осындай шегі айқындалған жерлерден түсетін өнім белгіленген мақсатқа жұмсалуы қажет. Егістіктің түсімі қалтқысыз, айқын вакуфпен белгіленсін. Игілікті іске ғана жұмсалсын. Олай дейтінім, вакуф мәңгілік, шектелмеген, ешқашан бұзылмайтын, баршаға міндетті һәм шариғатқа сай етіп жасалған. Жаратқан иемнің кеңшілігінен ниет артатындай етіп орайластырылған шаруа. Вакуфты сатуға, меншіктеуге, біреуге мұра етіп беруге болмайды. Ол құжатта көрсетілген баптармен сақталуы тиіс. Вакуф дүниенің ақырына дейін күшін сақтайды. Вакуф жүргізушілерді тағайындау немесе босату құрылтайшының еркі мен талабына сай жасалады һәм мұндай тәртіпті бұзуға ешкімнің құқығы жоқ. Екінші, вакуфтан алынған түсім мынандай тәртіппен таратылады. Ислам туын ұстаған әулиелердің тақуасы һәм бабагөйі Қожа Ахмет Яссауи рухына бағыштайтын, Алланың рахымы оның мүрдесін жарқыратып жіберетіндей етіп Құран оқитын қарилардың еңбегін өтеуге жұмсалсын. Құран түсіретіндер әулиенің қасына жерленген, бақилық болған өзге күнәһардың да жанының жай табуы үшін дұға оқысын. Үшінші, Мір әлі шайқы, Қасан шайқының ұғылы, Садыр шайқының ұрпағы. Садыр шайқы Құлует деген лақап атпен де белгілі. Қожа Ахмет Яссауидің туған інісі. Мір әлі шайқының тәні мен бетінде әулиелігін аян ететін һәм біреуге көмектесуге дайын тұратын парасаттылығын аңғарған соң, оның әулиенің жұпар иісті мүрдесінің қасында болуға лайық көріп, мутавали еттім. Ол тағайындалған қызметін ойдағыдай атқарып, қаһарлы сот күні істеген ісіне дұрыс жауап бере алатындай болуы тиіс. Егер үйлестірушінің көңіліне жақпаса, ол шығыны мен ысырабы мол шаруаға бармайды. Мірәлі шайқыдан соң мутавилікке оның еркек кіндікті ұрпағы тағайындалсын. Төртінші, қасиетті мүрденің жанында су тасушы, еден сыпырушы міндеттін мүлтіксіз һәм адал атқаратын екі адам жергілікті ағайындардан тағайындалатын болсын. Бесінші, қожа тумасы қайнарына жақын орналасқан вакуфтық жерге бау-бақша өсіруді жете меңгерген, қызметіне адал һәм мақтауға тұрарлық екі бағбан сайлансын. Оларға бақты көркетіп, ұлғайтуға түсу ісі міндеттелсін. Алтыншы, егер вакуфты шайқалтуға немесе жоғыюға тырысатын зұлымдар табыла қалса, Мірәлі шайқы оларды арам пиғылын арылтуға қам жасауы тиіс. Егістік жерлерден алынған түсімді қалтқысыз сақтап, тәртіппен жұмсасын. Түсім белгілі ретпен жұмсалуы үшін мутавалидің қолына оның түгелдей түсуі қамтамасыз етілсін. Жетінші, аптаның дүйсенбі жұма күндері Әзірет Сұлтанның кесенесінде Құран оқитын қарилар үшін және жарлы жақыбай мен мүсәпірлерге, жетім жесірлерге арнап халім ботқа пісірілсін. Оған 2,5 батпан бидай, 2 батпан ет, қажет мөлшерде тұз және отын бөлінсін. Күн сайын күлше пісіріліп, бақырларға үлестірілсін. Оған қажетті ұн, тұз, ноқат жеткілікті мөлшерде жұмсалсын. Күлше жасау үшін бір жылда 100 батпан бидай жұмсалсын. Ас дайындауға және күлше жабуға жыл сайын 100 есек отын дайындалсын. Егер вакуфтан алынған өнім жаратылған мөлшерден артылып қалса, әулие мүрдесінің үстіне тұрғызылған ғимаратты жөндеуге жұмсалады. Бұл ғимарат осы жолмен сапар шеккен жолаушылар үшін аялдайтын орын болуы тиіс. Уа ізгі ниетті жандар! Егер мутавалидің еркек кіндікті ұрпағы таусылса, онда вакуфты басқару үшін қабілетті адам іздеу міндеті хәкім мен хазилерге жүктелсін. Мутавали жағымсыз қылығы жоқ, кіршіксіз таза.
дінге шексіз берілген пендеден болуы шарт. Мұндай жағдайда жауапкершілік хакім мен хазидің ар-намысына жүктеледі. Олардан вакуфтың мүлтіксіз орындалуы мен мутавалидің қызметіне тиісті бақылау қоюды талап етемін. Жаратқан иеме жалбарынып вакуфтың махшар майданына аман тұруын тілеймін. Егер вакуф жүргізуге құқығы бар өкілдің бәрі тоқтайтын болса, жаратқан ием солай шешкендіктен одан түсетін қаржы тіршілік тоқтағанша діндар қауымның қарамағында болсын. Олай дейтінім, жаратқан ием жердегі тіршіліктің қожасы һәм қорғанышы, оған қуат беріп қорғай алатын жалғыз құдірет. 8. Вакуфты ештеңеге айырбастауға болмайды. Билік бұл тәртіпті мұқият қадағалап отыруға тиіс. Түркістанда және оның айналасында тұратын жұртқа арнап қала маңында қанша арық болса да, олардың әрбірінен халім ботқаға керекті су және 2 көш жер алынатын жайлы қосымша вакуф тағайындаймын. Ол вакуфты шын ақиқат жолын қуған, шындықтың сұлтаны, жаратқан ием құлшылық етуде мінсіздікке жеткендердің тәркі басшысы, әулиелердің әулиесі Қожа Ахмет Яссауидің әруағына бағышталды. Жаратқан ием оның қасиетті мүрдесін шапағат нұрымен жарқыратсын. Кімде-кім қаһарлы сот күні тамұқта болғысы келмесе, вакуфқа зұлымдық жасап әуре болмасын. Әрбір арықтан суы мен қоса 2 көш жер бөліп берілетіні жайлы вакуфқа Мір Қарасу арығын жатқызамын. Ол әзіреті Сағды Бақ-Қасқа берілді. Сығанақ, Шорнақ арықтарының суы 2 көш жермен қоса Шорнақ ата деген лақап атпен белгілі Қажы Мәлікке, Дәруіш Әли Сығанақидің немересіне, Шайдай Сығанақи шайқының ұғылы Күйіндік ата Сығанақидің ұрпағына белгіленеді. Ақмаңғаз, Қарғас, Қарабұлақ, Сызатбұлақ, Ақтөбе, Мешпен қоса Үржар, Ақзіл Қиябұлағынан басталатын Көктас қайнарларынан су тарататын Шорнақ, Сығанақ арықтары вакуфтың Сығанақ бөліміне жатқызылады. 9. Ұлық әзірет Дәруіш Әли Сығанақи әулиелердің сұлтаны Қожа Ахмет Яссауидің көзі тірісінде мешіт қатыбы етіп тағайындалған екен. Одан кейін де бұл қызметке Дәруіштің ұрпақтары тағайындалып келіпті. Сол тәртіп сақталсын. Жоғарыда айтылған әрбір арықтан әзірет сұлтанның қасиетті игілігіне суымен қоса 2 көш жер бөлінетін жайлы вакуф мынандай арықтарды қамтиды: Қия, Шоқы, Басарық, Шат, Дарбаза, Ташанақ, Шаға, Қосқорған. Мешіт қатыбы осы арықтардан суымен қоса 2 көш жер алып астық егеді, немесе біреуге беріп алынған түсімді қажетіне пайдаланады. Мұның ақысы үшін қатып намаз кезінде вакуфтың құрылтайшысына ұзақ өмір тілеп дұға етсін. Мутавали вакуфта көрсетілгендердің 1/1 бөлігінің жартысын өз қажетіне пайдалана алады. Вакуфта есімі аталған Шайқы Мір Әлі Қожа белгіленген шартқа сәйкес 2 қаридың әрбіріне жыл сайын 150 батпан мөлшерде нан пісіруге жарайтын астық өнімін, ал су тасушы бағбан еден сыпырушылардың әрқайсысына 120 батпан астық өнім пісіріп беруі тиіс. Өнімін беріп тұруы тиіс. Вакуфтан келетін барлық түсімді мутавали өзі қабылдап, осы адамдарға үлестіріп отырсын. Ал батпан мөлшері Түркістанда қабылданған батпан мөлшерінің ең жоғарғысымен теңестірілетін болсын. 10. Вакуфпен басқару тек мутавалидің қолында болатынын ескертемін. Егер мутавали вакуфты заңсыз жүргізіп жатыр дейтін пенде табылса, ондай пиғалды жүрегінен шығарсын. Шенді тұлғалар, хакімдер, мансаптылар және қара тобырлар вакуфты өзгертемін немесе өзге игілікке алмастырамын деп әуре болмасын. Мұндай құлықтыларға қатаң жаза қолданылатыны ескертілсін. Вакуфтың қайсы бір шартын алмастырамын деп оның құқығына тиесетіндер табылса, ондайларды қарғыс атсын. Алланың қаһарына, әулие періштелердің, бүкіл елдің қарғап сілеуіне душар болсын. Жаратушының мәңгілік азабына тап болсын. Құрметті оқырман, кітап осымен бітті. Шіркін, мына кітап аяқталмай жалғаса түссе ғой деп өкініш сезіміне шырмалып отырғаныңызға сеземіз. Мұңаятын ештеңе жоқ. Кітап Өзбекәлі Жәнібектің өлімімен аяқталғанымен, осы нүктеден оның болмыстық өмірі басталады. Оның таңғажайып болмысы ішкі әлеміңізге еніп, көңіл төріңізге жайғасты. Ол енді сіздің ақылшыңызға, қиналғанда ақыл сұрайтын ағаңызға, күрескенде медет тілейтін рухани тірегіңізге айналды. Бұл кітап дүйім жұрттың атсалысып, қаржылық қолдауымен жарыққа шықты. Демек, бұл игілікті істе сіздің де үлесіңіз бар. Құран кәрімде момынның ізгілік жолында еккен бір дәнін 700-ге көбейтемін деген Құдайдың уәдесі бар. Олай болса, жобаға үлес қосқан ақжүрек жандардың үйіне кетпес береке дарып, мол дәулетімен құт ырысы таси берсін. Кітаптың тезірек шығуына жәрдем қолын созған Асылтас қоғамдық қорына ерекше алғыс айтамыз. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы мәдениетті, тарихты және этнографияны қолдау қоғамдық қорының президенті Әзіл Жәнібекке алғыс білдіреміз. Кітапта кездесетін кейіпкерлерді және Өзбекәлі атамыздың сирек кездесетін фотосуреттерін QR-код арқылы тамашалай аласыз.